Луиза Хей, көгілдір кітап. Сөз басы немесе менің өмір тарихым. Балалық шағыңыз туралы айтып беріңізші. Мен өз пациенттеріме бұл сөзді жиі айтамын. Маған бүге-шігесі қажет емес, проблеманың туындау негізінің жалпы моделі ғана қызық. Мен оқырмандарыма өз өмір тарихымды айтып берейін. 1,5 жасқа келгенде ата-анам ажырасып кетті. Бұны маған қалай әсер еткені есімде жоқ, бірақ шешемнің қызметші болып жалдануына тура келді де, мені басқа адамдардың қолына тұруға бергенін әлі күнге дейін денем түршіге есіме аламын. Мен 3 апта бойы жылаппын. Мені шешемнің қайтарып алуына тура келіпті. Әлі күнге дейін оның қайратына таң қаламын, өйткені ол мені жалғыз өзі өсірді. Шешем өкіл әкемді шынымен жақсы көрді ме, әлде мені әкелі қылу үшін тұрмысқа шыға салды ма, ол жағы мен үшін түсініксіз болатын. Бірақ оның тұрмысқа шыққанына ешқандай жақсылық болған жоқ. Оның күйеуі Еуропада, Германияда өсіп, қатаң тәрбиеленген адам. Мамам сіңілімді торығып жүрген кезінде көтерді. Ол кезде 5 жастамын. Біздің қаңғыбас көршіміз мені зорлап кетті. Дәрігердің қалай тексергені әлі күнге дейін анық есімде. Қаңғыбасқа 15 жыл түрме жазасын кесті. Сол кезде барлығы маған сенің өзің кінәлісің дейтін. Сондықтан да ол түрмеден шыққан соң түрмеге отырғызғаным үшін менен өшін алады деген қорқыныштың құшағында өмірімді өткіздім. Менің балалық шағым тән қорлығы мен жыныстық зорлық азаптарын ауыр еңбектен тұратын. Өз басымның қадірін бағалау сезімі кейіме берді де менің өмірім хаосқа айналды. Біртіндеп мен өз танымымды сыртқы дүниеге деген енгізе бастадым. 4 класста менің басымнан өткен жайт сол кездегі менің үшін қалыпты жай еді. Біздің мектепте кеш болып, соған орай бірнеше торт сатып алынды. Менен басқа балалардың барлығы да орта дәулетті, жақсы отбасылардан шыққандар. Менің шашым жалбыраған, үстімдегі киімім де жаман болатын және менен құрт басып кетпеу үшін үйдегілер мәжбүрлеп жегізетін сарымсақтың иісі мүңкіп тұратын. Мен сол кезге дейін өмірімде ешқашан торт жеп көрмеппін. Біз өзімізге ондай байлықты қимаймыз. Біздің бір көрші кемпір маған әр апта сайын 10 центтен және менің туған күнім мен Рождествоға $1 беріп тұратын. 10 цент отбасының бюджетіне кететін де, ал долларға мама маған 1 жылға жететін іш киімдер сатып алатын. Сонымен мектепте кеш өтті. Тортты кесе бастады. Оның көп болғаны соншалық көп деген балалар 2-3 кесіктен алды. Әрең дегенде менің кезегім келгенде, ал мен әдеттегідей ең соңы болатынмын. Торт қалмапты. Бірде-бір кесік. Қазір маған өз басымды бағалатпағаның, қадірлетпеген, кезектің ең соңында қойып торттың бірде-бір кесегін бұйыртпаған менің өз танымым екені анық нәрсе. Бұл менің сол кездегі жеке ойым еді. Олар тек қана менің танымымды бейнеледі. Одан әрі тұрмыстағы жағдайға төзе алмадым да 15-ке толған кезімде үйден қашып кеттім. Официантқа болып жұмысқа орналастым. Жұмыс маған менің үйдегі міндеттеріме қарағанда әлдеқайда жеңіл тиді. Махаббатқа шөлдіреген, өз бағасының қадірін аздап болса да сезінген мен тәнімді оңды-солды аяусыз үлестірдім. Нәтижесінде 16 жасымда қыз тудым. Мен оны баға алмадым, сондықтан басқа адамдарға бердім. Бұлар сол кезде мен үйлерінде тұрып жатқан перзентсіз, ерлі-зайыптылар болатын. Сондықтан да аналық қуанышты сезіне алмадым. Оның орнына қиналу, қорлану, кінәмді сезіну сезімдерін басымнан өткердім. Менің есімде қалғаны оның аяғының башпайларының дәл менікіндей ұзын екені. Егер біз бір кездері кездесер болсақ, мен оны осы башпайларынан танитыныма сенімдімін. Оған бар болғаны 5 күн толғанда менің кетуіме тура келді. Мен үйге кері қайттым да шешемді өкіл әкемнен кетуге көндірдім. Ол кезде сіңілім 10 жаста болатын, әкесінің жанында қалды. Өйткені оны әкесі қатты жақсы көретін. Мамам қонақ үйде жұмыс тапты, біз бірге тұра бастадық. Бір күні мен құрбыммен Чикагоға жол тартып, содан 30 жылдан соң оралдым. Өмір үнемі тұқырта бергендіктен мен өз басымның қадірін сезінген емеспін. Соған сәйкес өз айналама мені одан сайын қорлап, ал кейде таяқтап та тастайтын еркектерді топтастырдым. Мен қалған ғұмырымды оларды өзімді де қарға өткізер едім, бірақ бұл ештеңені өзгертпес еді. Біртіндеп жұмысымдағы өзгерістерге байланысты өз басымды бағалау сезімім де артып, әлгінде еркектерге менің өмірімде орын қалмады. Олардың іс-әрекеттерін ешқашан да қоштамаймын, бірақ менің сол кезде сондай болмасам олар ешқашан да тартпаған болар едім.
Қазір әйелдерді қорлайтын еркектер менің тірлік етіп жатқанымның туралы білмейді де, өйткені біздің ойлау жүйеміз енді сәйкес келмейді. Чикагодан Нью-Йоркке көшіп атақты манекенщица болдым, бірақ бұл жұмыста мендегі өз басымды қадірлеу сезімін арттырған жоқ. Үнемі өз бойымда жаңа кемістіктерді табумен болдым. Өз бойымдағы сұлулықты байқамадым. Көп жыл осылай өмір сүрдім. Мінезі тамаша, жоғары білімді ағылшын джентльменін кездестіріп, соған тұрмысқа шықтым. Біз көп саяхат жасадық, корольдердің қабылдауында болдық. Бір рет біз тіпті ақ үйден дәм таттық. Өзім атақты манекенщица, ал күйеуімнің тамаша адам болғанына қарамастан, маған өмірде бірден жетіспей тұратын. Бұл жағдай рухани ізденіс жолына түсуіме дейін созылды. Бір күні күйеуім өзінің басқа адамға үйленетінін жеткізді. Бақыттың оң қабақпен қарағанын шындап, сезінбей жатып-ақ аяқ астынан осы жайға тап болдым. Сөз жоқ. Оның осы ұйғарымынан кейін мен еңсемді көтере алмадым. Бірақ өмір жалғасып жатты. Мен өмірімнің өзгеріп жатқанын сезіндім. Bir көріп кел маған елеусіз бір оқиғаның өмірімді 180 градусқа бұратынын айтты. Бұл оқиғаның елеусіздігі соншалық оған көптеген айлар бойы көңіл бөлмедім. Bir күні кездейсоқ Нью-Йорктегі діни ғылымдар қоғамы мүшелерінің кездесуіне тап болдым. Олардың айтқандары мен үшін жаңалық болса да ішкі түйсігім көңіл бөл деді. Мен олардың кездесуіне барып жүрдім және сабақ ала бастадым. Сән мен сәнгерлер әлемі мен үшін өз мәнін жоғалта бастады. Қасыңның формасы мен беліңді ойлап қашанға қапалануға болады. Тіпті орта мектепті де бітірмегенмен кенет қолға тигендері мен метафизикаға қатыстының бәрін оқыған қажырлы студентке айналдым. Діни ғылымдар қоғамы менің екінші үйіме айналды. Менің өмірім бұрынғыдай өтіп жатқанменен мен өзімде болып жатқан үлкен өзгерістерді сезіндім. Қоғамдағы тынымсыз жұмыстарымның арқасында 3 жылдан соң мен емтихан тапсырдым да көмекке зәру адамдарға кеңес бере бастадым. Бұл кішігірім қадам болатын. Мен сондай-ақ медитация жасай бастадым. Сосын кіші діни қызметкерлер дайындайтын колледжге түстім. Сонда күні-түні дайындалдым. Мен өз курстастарымнан үлкен болатынмын. Біз 4 жыл бойы төзуге тура келген тәртіп өте қатал болатын. Ішпеу керек, шекпеу керек және сенбі-жексенбі күндері де дайындалу керек. Колледжден шыққан кезде менің бірнеше сағатта әуежайда өткізуіме тура келді. Темекінің түтінінен құлап қалатын шығармын деп ойладым. Нью-Йоркте барлық кездесулерде жиі шығып сөйлеп, кеңес беруді жалғастыра бердім. Сондай-ақ мен өз тәніңді сауықтыр деген тақырыппен шағын кітап жаздым. Лекция оқып саяхат жасай бастадым. Менің атағым шыға бастады. Содан бір күні менің ағзамнан дәрігерлер қатерлі ісік рак кеселін тапты. Қатерлі ісік әрине менің жыныстық мүшемде қынап маңында пайда болды. Мені үрей биледі. Өз жұмысыма байланысты менің адамдардың айығуына көмектесуіме тура келсе де, өзім уағыздаған принциптерді өз тәжірибемде тексерудің ғажайып мүмкіндігі туғанын түсіндім. Түптеп келгенде мен қатерлі ісік бұл қордаланған реніш, ал одан құтылса аурудан жазылуға болатындығы туралы кітап жаздым. Өз басымның балалық шақтың реніштерін ұмыта алмағандығын түсіндім және менің алдымда бұл мәселе бойынша көптеген істер тұрды. Жазылмайтын деген сөз мен үшін бір нәрсені ғана білдіреді. Бұл дәстүрлі әдіспен емдеуге болмайтын жағдай. Сондықтан да сауығудың жолын табу үшін турасын айтқанда, әркім өзі үшін үңілуі керек. Егер мен операцияға келісіп, бірақ ескі танымдардан арылу үшін ештеңе істемесем, дәрігер бейшара Луизадан дым қылмағанға дейін кесе берер еді. Мен операцияға барсам да қатерлі ісікті туғызған өз ойлау жүйемді өзгерткен болар едім де, қатерлі ісік енді қайтып туындамас едім. Егер рак немесе басқа аурулар қайтып пайда болып жатса, ол бәрін кесіп тастамағаннан емес. Бұл жерде себеп адамның өз санасына өзгеріс жасамауында жатыр. Сондықтан ол ауруды өз бойында, мүмкін денесінің басқа бөлігінде қайта туындатты. Сондай-ақ мен өзімнің ментальдық алаңымды тазартсам, операция қажет болмайды дегенге сендім. Емдеуші дәрігеріме операцияға ақшамның жоқ екенін айтып едім. Ол өз кезегінде менің өмір сүруімде бар болғаны 3 ай қалғанын хабарлады. Мен сол бойда іске кірістім. Емдеудің дәстүрден тыс әдістері туралы көп оқи бастадым. Арнайы денсаулық дүкеніне барып, қатерлі ісік туралы кітаптардың барлығын сатып алдым. Мен кітапханаға барып, бұл ауру туралы тапқандарымның барлығын оқыдым. Әсіресе мені тері рефлексы туралы ғылым қызықтырды. Мен осыны істей алатын адамға таппаққа бекіндім. Bir күні мен лекцияға бардым. Әдетте мен алдыңғы жақта отырғанды ұнатамын, ал бұл жолы арт жақта отырдым. Жаныма бір адам жақын келді де менімен қатар отырды. Бұл мен іздеген адам болып шықты.
тері рефлексімен шұғылданады. Ол үйге аптасына 3 рет келе бастады, маған көп көмегі тиді. Сондай-ақ мен өзімді өте қатты қадірлеуді және жақсы көруді үйренуім қажет екенін түсіндім. Менің балалық шағымда сүйіспеншілік жетіспеді. Өзімді жақсы көруге мені ешкім үйреткен жоқ. Мен олардың таусылмайтын мінеулерін өзіме деген қарым-қатынастармен бірге қабыл алдым да, бұл менің екінші бейнеме айналды. Діни ғылым қоғамда жұмыс істей бастағанда, мен өз әрекеттерімді қуаттаудың бар маңызын түсіне бастадым. Бірақ та мен диетаны ертеңнен бастап ұстаймын деген принцип бойынша үнемі кейінге қалдырып отырдым. Басында маған өзімнің айнадағы бейнеме қарап, «Луиза, мен сені жақсы көремін, мен шынымен сені жақсы көрем» деп айту өте қиын болды. Мен ештеңеге қарамастан айнамен жаттыға бердім де, бұрын әдетте өзімді қор сезінетін жағдайларға енді басқаша қарайтынымды аңғардым. Сонымен маған өзімнің бір жерде тұрып қалмағаным анық болды. Мен үшін ең қиыны басқаларды кінәлауды тоқтату еді. Иә, менің балалық шағым қиын болды, және барлығы да менің жыныстық зорлықпен, тән қорлығымен ментальды түрде ренжітті. Бірақ бұл өте ертеде болды, және менің қазіргі өзіме деген қарым-қатынасымды ақтамайды. Мен турасын айтқанда өз денемді қатерлі ісікпен жей бастаған едім, себебі мен кешіре білмедім. Өзіме жақсы психиатр тауып алдым да, соның көмегімен қордаланған ашу-ызаны бойымнан шығара бастадым. Жастықтарды ұрып, қаһарланып ақырдым. Бұл мені белгілі дәрежеде тазартты. Сосын ата-анамның үзік-үзік естеліктерінен олардың балалық шақтары туралы өзіме картина құрастырып алдым. Мен оларды қатты аяп кеттім. Олардың кінәсінен болған оқиғалардың бәрі ұмытыла бастады. Бұлардың бәріне қосымша өзіме көп жылдар бойы тәнімде жинақталған шіріктерді тазартуға көмектесер жақсы диетолог дәрігер таптым. Ол маған тек қана көкөністерден тұратын қатал диета белгіледі. Алғашқы бір ай бойы аптасына 3 рет менің тік ішегімді тазартты. Маған операция жасаған жоқ. 6 айдан кейін дәрігерлер келісімге келуге мәжбүр болды да маған мендегі қатерлі ісіктің мүлдем жоқ болып кеткенін хабарлады. Ол өзіме онсыз да белгілі еді. Егер біз өзіміздің ойымызды, танымымызды өзгерткіміз келсе және соған сәйкес әрекет етсек, кез келген ауруды жазуға болады. Оны мен енді өз тәжірибем арқылы білемін. Кейде ең үлкен қайғының өзі біз үшін бақытқа айналады. Аурудың мені қалай өзгерткенін сіздер көз алдарыңызға елестете алмайсыздар. Құндылықтар толықтай қайта бағаланды. Мен өмірге басқаша қарай бастадым және ауруға дейін ешқандай назар аудармаған нәрселерге көңіл бөле бастадым. Шаңқоқысты Нью-Йорк өзінің қолайсыз ауа райымен қоса мені әбден қажытты. Мен кетуге бел будым. Менің пациенттерім менсіз өлеміз деп үрейге әбден бой алдырды. Олардың қалай алға дамып жатқанын тексеріп телефон шалып тұрамын деп уәде беріп жұбаттым. Сонымен жиналдым да Калифорнияға, Лос-Анджелеске кетіп қалдым. Ол жақта мен қаланың бір шетінде тұрып жатқан шешем мен сіңілімнен басқа ешкімді білмейтінмін. Мен не мынаусымен, не анаусымен жақы болған емеспін. Және шешемнің соқыр болып қалғанын білген кезде жүрегім ауырды. Маған бұл туралы ешкім хабарлаған да жоқ. Сіңілімнің уақыты жоқ болғандықтан менің орналасуыма көмектесе алмады. Өз тәніңді қалай сауықтыру керек деген менің шағын кітапшам мен үшін көптеген есіктерді ашты. Мен Нью-Эйдждегі әрбір кездесуге бара бастадым. Кез келген ыңғайлы келген жерде адамдарға өзімді таныстырып, кітабымды сыйладым. Жұмыс басталған соң менде бұндай сән-салтанатқа уақыт болмайтынын біліп, алғашқы 6 ай бойы жағажайға барып жүрдім. Біртіндеп пациенттер пайда бола бастады. Біресе ана жерде, біресе мына жерде менің шығып сөйлеуімді сұраушылар көбейе түсті. 2 жылдың ішінде мен өзіме сүйкімді үй сатып алдым. Бір күні сіңілім телефон шалып, 90-ға келген шешеміздің құлап, омыртқасын сындырып, үзіп алғанын айтты. Бір сәттің ішінде менің шешем қайратты еркін әйелден әлсіз, дәрменсіз сәбиге айналды. Оның омыртқасының суына сәйкес сіңілімді қоршаған құпия сырларының да қабырғасы құлады. Ақырында біздің арамыздағы қарым-қатынастар жақсара бастады. Мен сіңілімнің арқасында ауыратынын және бұл оның өмірін қиындатып жүргенін байқадым. Ол үнсіз қиналғанымды жөн көріп, сондықтан күйеуі бұл туралы ештеңе білмеген. 2 айды ауруханада өткізіп, шешем үйге келуге дайындала бастады. Бірақ ол енді жалғыз тұра алмағандықтан оны қолыма алуыма тура келді. Бұдан не шығатынын мен білген жоқпын, сондықтан да Құдайға, жақсы, мен оған күтім жасаймын, егер сен өзің әсіресе ақшалай көмектессең дедім. Басында өте қиын болды. Шешем ауруханадан сенбі күні шықты. Ал келесі жұмада маған Сан-Францискоға кетуге тура келді. Мен оны жалғыз тастай алмадым, бірақ маған міндетті түрде бару керек еді.
Мен тағы да Құдайға, Құдай өтінем, қамқоршы болшы, кетпей тұрып оған күтім жасайтын жақсы адам табуым керек дедім. Бұндай жақсы адам келесі бейсенбіде аяқ астынан табылды. Бұл жерде не білу керек болса барлығын да білемін, не қажет болса менде сол болады деген басқа метафизикалық принцип іске асып тұр. Сіңіліме көмектесуімді өтінді. Көптеген жылдар бұрын шешем екеуміз өгей әкеден кеткен кезімізде ол кісі сіңіліме дұрыс қарамапты. Содан бері оны үнемі қорқыныш пен үрей билеп келеді. Әлі күнге дейін мен оны емдеудің әртүрлі жолдарын іздестіріп келемін. Шешем өзі бұрынғыдан әлде қайда жақсы сезінеді. Мен оған есту аппаратын алып бердім. Оның өмірге қызығушылығы артты. Шешем екеуміз көп уақытты бірге өткізе бастадық. Біздер бірге күлеміз, бірге жылаймыз. Рас, кейде менің әлсіз жерлеріме де тиіп кетеді. Бұл тура менің соған қатысты жұмыс жасауым қажет екенін еріксіз еске түсіреді. Көгілдір кітаптың бірінші нұсқасы өз өміріңді сауықтырып шыққан кезде оның көп рет қайта басталатынын және күндердің күнінде оны жалғастыру қажеттігін туындайтынын білген жоқ едім. Әрине, кітап өзінен өзі емдей салмайды, бірақ ол адамның ішкі мүмкіндіктерін ояту арқылы оның өзі емдеу процесіне жәрдем береді. Моральдық тұрғыдан сау болу және тән саулығын қамтамасыз ету үшін тәннің, сананың және рухтың тепе-теңдігіне жету керек. Адам өз тәніне мұқият қарауы тиіс, сол сияқты өзіне ғана емес, өз өміріне де дұрыс көзқараста болғаны жөн, және де осыларда мықты рухани байланыс болсын. Осы үш нәрсе өзара тең болса, адам өмірден рахат алады. Егер біз өзіміз жасаған осыған жетпесек, бірде-бір дәрігер бұл орайда жәрдем бере алмайды. Бірінші тарау: өз өміріңді сауықтыр. Менің кейбір ойларым. Біз барлық іс-әрекетіміз үшін 100% жауапкершілік арқалаймыз. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Күш өз бастауын әрқашан қазіргі сәттен алады. Барлығы дерлік өздерін жек көреді және өздерін кінәлі сезінеді. Барлығы өздері туралы «мен онша жақсы емеспін» деп ойлайды. Барлығы ойға байланысты, ал ойды өзгертуге болады. Жасырын реніш, ашу, өзін-өз және басқаларды сынау, кінәлі сезіну денсаулық үшін ең зиянды көңіл күйі. Қордаланған реніш пен ашудан толық арылу маскүнемдік кеселінен емдейді. Біз өзімізді шын мәнінде жақсы көрген кезде біздің өміріміз де жақсарады. Біздің өткеннен арылуымыз және барлығында өзімізді қоса кешіруіміз қажет. Біз қазіргі сәтпен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Өз-өзіңді қабылдау мен өз іс-әрекеттеріңді қолдау ұзақ өзгерістер кілті болып табылады. Біз тек қана біз өзіміздің тәніміздегі ауруды қолдан жасаймыз. Мен неге сенемін? Өмір өте қарапайым. Біз не берсек соны аламыз. Жұрттың барлығының, оның ішінде мен де біздің өміріміздегі жақсы-жаман оқиғалар үшін 100% жауапкершілік арқалайтынымызға сенімдімін. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Әрбір адам өмірде оқиғаны ой мен сезімнің қатысы арқылы жасайды. Біз ойлайтын ойлар мен сол ойларды бейнелейтін сөздер өмірде басымыздан өткізетін жайлардың бәрін туындатады. Өмірдегі сол немесе басқа жағдайлардың барлығын де біз өзіміз қалаймыз. Сосын өзіміздің бақытсыздығымыз бен келеңсіздігіміз үшін басқаларды қарғап, күш жұмсап жатамыз. Біз өзіміз ойымызбен қоршаған орта шындығы мен ондағы барлық нәрселердің бастауы болып табыламыз. Екінші жағынан алғанда, өз санамыздағы үйлесімділік пен тепе-теңдікті ұстана отырып, біз өмірде сол нәрселерді кездестіре бастаймыз. Сізді дәл суреттеген қай сөйлем? Бұл өмірде адамдар маған жамандық жасайды. Жұрттың бәрі менің проблемамды шешуге көмектеседі. Біз неге сенсек, сол біздің шындығымызға айналады. Біз өзіміз сенетін нәрселер мен өз ойларымызды өзіміз таңдаймыз. Біздің санамыздан тысқары ақылымыз біз сенетін нәрселердің бәрін қабылдайды. Біздің нені ойлауды миллиондап таңдауға мүмкіндігіміз бар. Біз осыны сезінген кезде, адамдар маған жамандық жасайды дегеннің орнына, жұрттың бәрі маған көмектесуге тырысады деп ойлауға болады. Жаратылыс күштері бізді ешқашан соттамайды да, сынамайды да. Олар біз қандай болсақ, сол қалпымызды қабылдайды, сосын автоматты түрде танымды бейнелейді. Егер сіз ылғи да жалғызбын, мені ешкім жақсы көрмейді деп ойлауды жөн көрсеңіз, онда сіз солай өмір сүресіз. Бірақ сіз дүниеде махаббат бар, ал мен ұнатамын және ұнатымдымын немесе ұнамдымын деп ойласаңыз және бұл сөзді жиі қайталасаңыз, онда сіз бұны өз басыңыздан өткере де аласыз. Сіздің өміріңізде күтпеген жерден көптеген тамаша адамдар пайда болады, ал сізді жақсы көретіндер одан сайын жақсы көретін болады. Біз кішкентай кезімізде де өмір туралы түсінікті үлкендерден аламыз. Егер сізге аса бақытты болмаған, жексұрын немесе өздерін кінәлі сезінген адамдармен өмір сүруге тура келген болса, онда сіз қоршаған орта мен өзіңізді керісінше қабылдауды үйренгенсіз. Мен ешқашан ештеңені дұрыс жасамаймын. Бұл менің кінәм. Егер мен ашулансам, онда менің жаман адам болғаным. Міне сіздің кейбір ойларыңыз өмірді түңілулерден тұратын осындай ойлар құрайды.
біз өскен кезде балалық шақтағы көңіл-күй ортасын жаңғырту бейімділігі болады. Бұл жаман да емес, жақсы да емес, дұрыс та емес. Біз тек үйдегідей сөзінің нені білдіретінін білеміз. Біздер жеке қарым-қатынасымызда әкемізбен немесе шешемізбен қалыптасқан қарым-қатынастарды жаңғыртамыз. Сіздің әкеңізді немесе шешеңізді дәл еске түсірерлерге нақсүйеріңіз немесе бастығыңыз болғаны туралы ойлаңыз. Бізге ата-анамыз қалай қарым-қатынас жасаса, біз өзімізге солай қарым-қатынас жасаймыз. Бізді ата-анамыз қалай сөгіп, қалай жазаласа, біз өзімізді солай сөгіп, солай жазалаймыз. Олардың осындай жағдайда қолданған сөздерін біздер естиміз де. Егер бізді сәби кезімізде сүйсе, есейген кезде де біз өзімізді дәл солай сүйеміз. Сен ешқашан ештеңені дұрыс жасай алмайсың, сен кінәлісің. Сіз өзіңізге осылай қаншалықты жиі айтасыз? Сен кереметсің, мен сені сүйем. Ал осындай сөздерді сіз өзіңізге қаншалықты жиі айтасыз? Мен бұл үшін ата-анамды сөкпеймін. Біз бәріміз құрбандықтың құрбандығымыз және біздің ата-аналарымыз да өздері білмеген нәрсеге бізді үйрете алмады. Егер анаңыз өзін қалай жақсы көруді білмесе, немесе әкеңіз өзін қалай жақсы көруді білмесе, онда сіз өзіңізді қалай жақсы көру керек екенін үйрене алмауыңыз мүмкін нәрсе. Егер ата-анаңызды өте жақсы түсінгіңіз келсе, олардың балалық шағы туралы сұраңыз. Егер жан-жиіңізбен беріліп тыңдасаңыз, олардың қорқынышы мен өмірге деген қатынасының негізін түсінесіз. Сізге қиналу әкелген адамдардың өздері де қазіргі сіз сияқты қорқынышта болған. Біз ата-ананы өзіміз таңдаймыз дегенге мен сенемін. Осы планетада, осы немесе басқа уақытта, осы немесе басқа жерде қайта туу оған керек пе? Әрбір адам өзі шеше алады. Өмірден сабақ алу үшін өз кезегінде эволюциялық жолдағы біздің одан ары рухани дамуымызды қамтамасыз ету үшін біз осы жерде тууды жөн көрдік. Сосын есейе келе біз әдетте оларға саусағымызды шошайтып, сендер кінәлісіңдер деп қыңқылдаймыз. Шындығында біз оларды өзіміз таңдадық. Себебі біздің осы өмірде еңсермек болған тілегімізге олар сай келді. Біз өз танымымызды балалық шақта қалыптастырамыз, ал сосын өмірде біздің танымымызға сай келген жағдайларды туындата отырып қимылдаймыз. Өткен өмір жолыңызға бұрылып қараңыз, сонда сіз сол бір ғана жағдайды қайта-қайта туындатып отырғаныңызды көресіз. Сіз неге сенсеңіз, соны туындатып отырсыз. Өйткені сол сеніміңіз сіз сеніп отырған нәрсені бейнелейді. Мен бұған сенімдімін. Бұл жағдайда сіз бұл проблеманың қатысын, оны мөлшер немесе ондағы қауіпті қанша уақыт сезінетініңіз соншалықты маңызды емес. Күш бастауын әрқашан қазіргі кезден алады. Осы кезге дейін өміріңізде болған оқиғалардың бәрі де өткен тәжірибелерге негізделген сіздің танымдарыңыздан туындаған. Ең маңыздысы, қазір сіздің нені ойлап, неге сенуді, өзіңіздің таңдауыңыз. Бұл ойлар мен сөздердің сіздің болашағыңызда жасайтындығын әрқашан есіңізден шығармаңыз. Сіздің күшіңіз осы қазіргі сәт. Сіз жұмыс істеуге тиіс жалғыз нәрсе ол сіздің ойыңыз, ал ойды саналы түрде өзгертуге болады. Сіздің проблемаңыздың сипаты қандай болса да бәрібір ол бар болғаны сіздің ойыңыздың бейнеленуі. Мысалы, сіз мен жаман адаммын деп ойлайсыз. Ой өзіңіздің соңынан сіз берілетін сезімді ергізеді. Сізде бұндай ой болмаса сезім болмас еді. Ойды саналы түрде өзгерту қиын. Мұңды ойды өзгертсеңіз, мұңды сезімге өзгереді. Кер тартпа ойды қанша уақыт ойлағаныңыз тіпті де маңызды емес. Күш өткенде емес, әрқашанда осы сәтте. Сондықтан да тура қазір азаттыққа шығыңыз. Сіз бұған сенесіз бе, жоқ па? Бірақ біз ойымызды өзіміз таңдаймыз. Біз қайта-қайта бір нәрсе туралы ойлай беруге бейімбіз. Сондықтан бізге өз ойларымызды өзіміз таңдайтындай болып көрінеді. Біздің белгілі бір нәрсе туралы ойлағымыз келмейді. Біз өзіміз туралы қаншалықты жиі жақсы ойлағымыз келмейтінін есіңізге түсіріңізші. Ал қазір өзіміз туралы жаман ойламауды үйренейік. Осы планетадағылардың барлығы да мен білетін, мен бірге жұмыс жасайтындар артық кем дәрежеде өзін кінәлі сезіну, өзін жек көруден жапа шегіп жүргендей көрінеді. Біз өзімізді қаншалықты жек көрсек, соншалықты біздің жолымызда сәттіліктер де аз болады. Біздің ортақ ішкі танымымыз мен онша жақсы емеспін. Біз бұл өмірде менің қол жеткізгендерім аз немесе мен бұған татымаймын дегенде жиі үстемелейміз. Сізге ұқсаймын, мен онша жақсы емеспін деп сізді жиі ойлайсыз ба? Әлде айтасыз ба? Бірақ кім үшін? Оның қандай өлшемі бар? Сізде осы сияқты таным өте күшті болатын болса, онда қуанышты, қамсыз, толыққанды өмірді қалай жасайсыз?
сіздің санаңыздан тысқарыдағы танымыңыз іс-әрекетіңізді үнемі басқарады, сондықтан ол сіздің өміріңізде үнемі пайда болады. Біздің проблемаларымызды ашу-ыза, басқаларды сынау, өзін кінәлау мен қорқыныш тудыратынына мен сенімдімін. Бұл сезімдер өзінің проблемасына өзгелерді кінәлайтын адамдарда болады. Түсінесіз бе? Егер біз өзіміз басымыздан өтіп жатқан жайларға өзіміз 100% жауапкершілікті арқалайтын болсақ, онда кімді сөгеміз? Сіздің өмірде басыңыздан өткерген жайлардың бәрі сіздің өз ішкі ойыңыздың бейнеленуі. Мен кейбір адамдардың келеңсіз қылықтарын жақтамаймын. Біз үшін маңызды бізге осылай қарым-қатынас жасаған адамдарды біздің тануымыз өзіне тартатынын түсіну. Егер сіз барлығы мені сынайды, мен үшін ешкім ештеңе істемейді, менімен неден түсірткісі келеді деп ойласаңыз, бұл сіздің ойлау қалыбыңыз. Сіздің бүкіл өміріңізде осындай адамдарды өзіне тартып тұратын ой сізде терең сақталған. Егер одан бас тартсаңыз, ондай адамдар сіздің өміріңізде өз-өзінен жоғалады. Сіз бұдан былай мұндай адамдарды өзіңізге тартпайтын боласыз. Мен төменде тәни дәрежеде көрініс табатын осындай ойлау қалыбының нәтижесін келтіремін. Бірінші, ұзақ уақыт бойы жинақталған ашу-ыза өз-өзіне, көңіл толмаушылық, реніш, тәнді жеп, қатерлі ісік ауруына айналады. Екінші, басқаларды үнемі сынау ревматизм сырқатына жалықтырады. Кінәлі сезініп әрқашан жазалануға алып барады, ал жазалау қиналуды тудырады. Ол тудыратын қорқыныш пен тығырық асқазан жырасы мен аяқ ауруының және шаштың түсуінің пайда болуына бірден-бір себепкер. Мен өз тәжірибемнен реніш пен ашу-ызадан құтылу тіпті қатерлі ісікті де жоқ қылатынын білдім. Сырттай қарағанда бұлай түйіндеу қарабайыр болып көрінуі мүмкін, бірақ менің өзім оны көрдім және өз басымнан өткердім. Біз өткен уақытқа деген өз қарым-қатынасымызды өзгерте аламыз. Өткен уақыт мәңгілікке кетті. Бұл факт және бұған ештеңе істей алмайсың. Бірақ өткен уақытқа деген біздің ойымызды өзгертуге болады. Сізді баяғыда біреудің ренжіткені үшін қазіргі сәтте өзіңді өзің жазалау қандай ақымақтық болып көрінеді. Мен реніш сезімдері кернеген өз клиенттеріме салыстырмалы түрде жеңілдеу болып тұрғанында реніштеріңізден қазір құтылуларыңызды өтінемін. Хирургтың пышағының сіздің үстіңізден төніп тұрған немесе табыта жатқан сәтіңізді күтпеңіз, онда сізге үрей мен қоңсы қонуға тура келеді. Үрей жағдайында жазылу туралы ойға көңіл бөлу өте қиын болады. Бірінші, біз өз қорқынышымыздан құтылуымыз керек деп кеңес беремін. Егер біз дәрменсіз құрбанбыз және біздің өмірімізде барлығы да баянсыз деген танымды ұсынатын болсақ, онда жаратушы біздің танымымызды қолдайды да біздің өміріміз қоқысқа айналады. Бұлардың барлығы да ешкімге ешқандай пайда әкелмейтін жартыкеш кертартпа пікір екенін түсіну біз үшін өте маңызды. Тіпті Құдай туралы да ол біздің жағымызда бізге қарсы емес деп ойлау керек. Өткеннен азат болу үшін кешіруге дайын болуымыз керек. Өткеннен өзіңді өзің азат ету мен жұрттың бәрін, әсіресе өзіңді өзің кешіру үшін біз өзімізге таңдау жасауымыз керек. Біз қалай кешіруді білмесек те, бірақ мұны қатты қажет етуіміз керек. Кешірім жасауға құлықтану фактісінің өзі сауығуға ықпал етеді. Сенің менің қалаған бейнедей бола алмаған үшін де сені кешіремін. Мен сені кешіремін және сені толықтай азат етемін. Осындай тоқтамға келусіз кешірім ететін адамды да кешірім етушінің де азат етеді. Тоқтамға келу үшін өзін қайталай беру ғана емес, ішіне және дауыстап жазу да маңызды. Әсіресе машинкада бұл өте жылдам. 7 күн бойы күніне 70 реттен. Егер сіз белгілі бір адамды кешіргіңіз келсе, кешірілушінің де кешірім етушінің де есімін айту керек. Барлық ауру кешірмегеннен болады. Қалай адам ауыра бастайды, солай ол өз кеудесінен кешірім етілуі қажет адамды істеуі керек. Егер сіз кешірім жасалуы өте қиын адамды тапсаңыз, оны тап сол адамды кешіру керек. Кешіру демек азат болу. Сізге қалай кешіруді білу қажет емес. Ең керегі кешіруге құлықтылық. Ары қарай сізге жаратушының өзі көмекке келеді. Біз өз қиналысымызды жақсы түсінеміз, бірақ кешірім жасауға тиісті адамдардың да қиналысты басынан өткеретінін қабылдау бізге қалай қиын. Сол сәтте олардың өзгеше іс-қимыл жасай алмағандығын түсіну қажет. Маған адамдар кеңес алуға келген кезде олардың проблемасының шығу негізіне басым ауырмайды. Бұл денсаулықтың нашарлығы ма, ақшаның жетімсіздігі ме, қарым-қатынастың нашарлығы ма немесе дамымаған талант па, мен бірден тек қана бір нәрсемен, өзіңді өзің жақсы көруді қалай дамыту керектігімен жұмыс жасай бастаймын. Өзіңді жақсы көруді дамыту.
Мен мынадай қорытындыға келдім: біз өзімізді жақсы көрген кезде, өз іс-әрекетімізді мақұлдаған кезде және өз-өзімізбен қалған кезде біздің өміріміз жайнай түседі. Тіпті сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Барлық жерде кішкентай ғажайыптар: денсаулық жақсарады, қолға ақшаның өзі келеді, біздің басқалармен қарым-қатынасымыз гүлдене түседі, біз өзіміздің тұлғалық қасиетімізді шығармашылық негізде білдіре бастаймыз. Біз өзімізді бар жан-тәнімізбен жақсы көріп, құрметтеген кезде және өз іс-әрекетімізді мақұлдаған кезде біз ақылдың белгілі бір ұйымын жасаймыз. Осыдан қоршаған ортаға адамдармен ғажайып қарым-қатынас, жаңа жұмыс, біз тіптен жүдейміз, өзіміздің қалыпты салмағымызға ораламыз. Өзіңді мақұлдау мен өзіңді қабылдау біздің өміріміздегі оң өзгерістердің кілті. Өзіңді былай жақсы көру ешқашан, ешбір жағдайда да өзіңді сынауға болмайтын сезіну фактісінен басталады. Өз басымызды сынау біздің құтылуға тырысқан ойдың бейнесіне әсер етеді. Өз-өзіңді түсіну сиқырланған құрсаудан шығып кетуге көмектеседі. Сіз жылдар бойы өзіңізді сынадыңыз, сонда да бұдан ешқандай жақсылық шықпағанын естен шығармаңыз. Өзіңізді жақсы көруге тырысып көріңіз және бұдан не шығады екенін байқаңыз. Өзіңді жақсы көру деп ешқандай эгоистік жақсы көруді немесе өзін жақсы көруді нысана ету емес. Өзін жақсы көру демек, өз басының тірлік кешу фактісін мерекелеу мен өмірдегі сыйы үшін Құдайға шүкіршілік ету. Өзіңді жақсы көру демек, бәрінен бұрын өз басында құрметтеу. Мен жақсы көруді сезінемін. Өмір процесінің өзіне деген тірі болғаныма қуанамын. Өзім көріп тұрған сұлулыққа, басқа адамға деген, білімге деген, ойлау процесіне деген, біздің денемізге және оның құрылымына, жануарларға, құстарға және барлық тірі құбылысқа деген, жаратылысқа және оның қалай құрылуына деген. Сіз жеке өзіңіз бұл тізімге не қоса алар едіңіз? Ал енді біз өзімізді қалай жақсы көретінімізді байқайық. Біз үнемі өзімізге ұрсамыз және өзімізді сынаймыз. Біз өзімізді тамақпен, ішімдікпен және есірткімен улаймыз. Бізді ешкім жақсы көрмейді деген сенімді таңдаймыз. Біз толық хаос пен берекетсіздікте өмір сүрудеміз. Біз өзімізге қарыз бен төзгісіз ауыртпалықты жасаймыз. Біз қадір-қасиетті аяққа басатын ашыналар мен күйеуді, әйелді өзімізге тартамыз. Қандай жағдайда егер сіз өзіңіздің жетістігіңізді жоққа шығарсаңыз, бұл сіздің өзіңізді қарай жақсы көрмейтініңізді білдіреді. Менің есіме көзілдірік киген өзімнің бір пациенткам түседі. Бір сабақ бойына ол өзін түп негізі балалық шақта жатқан бір қорқыныштан азат етті. Келесі күні ол оянады да көзілдіріктің өзіне енді қажеті жоқ екенін түсінеді. Оның жанары 100% көреді. Бірақ үнемі өзіне мен бұған сенбеймін деп айтып бүкіл күнді өткізеді. Сөйтіп ол келесі күнінде тағы да көзілдірік киеді. Біздің санамыздан тысқары ойымызды юмор сезімі жоқ. Ол өзінде 100% көретін жанар пайда болғанына тіпті де сене алмайды. Кішкентай балалардың мінсіздігі. Сәби болған кездеріңізде сіздер қандай мінсіз едіңіздер? Балаларға мінсіз болу үшін ештеңе істеудің қажеті жоқ. Олар мінсіздіктің өзі және де біледі, олар жаратылыс аясы. Олар нені керек етсе соны сұраудан қорықпайды, өздерінің эмоциясын еркін білдіреді. Сәби ренжіген кезде бұл туралы көршілердің бәрінің білетінін сіз білесіз. Сондай-ақ сіз сәби шаттанған кезде оның күлкісі бүкіл дүниені нұрға бөлейтінін де білесіз. Балалар махаббатқа толы, кішкентай балалар махаббаттың жоқтығына төзе алмайды. Өсе келе біз махаббатсыз өмір сүруді үйренеміз. Сондай-ақ балалар денесінің әрбір бөлшегін жақсы көреді, тіпті өзінің қалдығын да. Сіздер де сондай болғансыздар, ал сосын сол уақытқа дейін қорқуға үйреніп, алған үлкендерді тыңдай бастадыңыздар. Сөйтіп сіздер біртіндеп өз мінсіздіктеріңізді жоққа шығара бастадыңыздар. Айна алдындағы жаттығу. Мен пациентімнен айнаны алып өз көзіне қарауды және есімін атап, мен сені жақсы көремін және мен сен қандай болсам да сол күйінде қабылдаймын деп айтуды өтінемін. Бұл кейбіреулер үшін мүмкін емес. Адамдардың қалай әртүрлі қарайтынын мен көріп отырамын. Кейбіреулер жылай бастайды, екіншісі ашуланады, ал үшіншісі ешқашан бұлай істей алмайтынын мәлімдейді. Менің бір пациентім айнаны маған лақтырып қашып кетті. Оған айналып келгенде жағымсыз эмоцияға берілмей, өзін айнадан көру үшін бірнеше ай қажет болды. Біздің ойымыздағыдай елестеткен проблеманың нағыз проблема болып шығуы сирек кездеседі. Мысалы, артық салмақты алайық. Адамдар жылдар бойы артық салмақпен күреседі, бірақ бәрібір семіз күйінде қалады. Сонда олар өмірлеріндегі барлық проблема олардың толықтығынан деп айта бастайды. Артық салмақ тереңірек ішкі проблеманың сыртқы көрінісі. Менің пікірімше бұл әрқашанда қорқыныш пен қорғанысқа деген қажеттілік.
біз қорқыныш пен өзімізге сенімсіздікті сезінген кезде біз соншалықты жақсы емеспіз деп ойлаймыз. Көбіміз біздің ағзамызда қорғаныс қызметін атқаратын майлармен қапталамыз. Семіз болғаны үшін үнемі өзіңді тұқырту, артық желінген кесіктер үшін өзіңді кінәлі сезіну, уақытты босқа өткізу. 20 жыл өткеннен кейін де сіз семіз боласыз, өйткені сіз нағыз проблемаға тіпті маңайлаған да жоқсыз. Сондықтан мен жеке өз басым әртүрлі диеталардан бас тартамын. Диета көмектеспейді. Жалғыз ғана ұсынысым бұл жаман ойлар диетасы. Менің клиенттерім семіз болғандықтан өздерін жақсы көрмейміз деп айтады. Ал мен түсіндіремін, олар өздерін жақсы көрмегендіктен семіз. Біз өзімізді жақсы көріп құрметтей бастаған кезде барлығы да автоматты түрде ғайып болады. Нағыз проблема. Сонымен зиянсыз құртақандай айнаға қарайды да пациенттің көңілі бұзылады. Мен масаттанып күліп, тамаша, енді біз нағыз проблеманы көреміз деймін. Мен онымен өзіне деген махаббаттың маңыздылығы туралы қажеттілікпен әңгімелесемін. Ешқашан ешқандай сылтаумен ештеңе үшін өзіңді мінеуге болмайды. Содан өзіне деген махаббат басталады деймін. Мен өз пациенттерімнен не үшін олар өздерін сынайды деп сұраймын. Сонда оның ұзын тізімін жасаймын. Олар өте семіз, немесе өте арық, өте ақылды, немесе өте ақымақ, өте көріксіз. Бұны өте әдемілер айтады, немесе өте әдемі. Аңғарсаңыз, әрқашан өте ақырында істің проблемаға жетеміз. Олар өздерін сынайды, себебі олар жақсы емеспін дегенге сенуге үйренген. Біз бүкіл энергиямызды бір проблеманы шешуге жұмсауымыз керек. Махаббат жетімсіздігі және өзіне құрмет. Ой тазалығы. Енді өткенге қайырылып қарайық. Біз неге сенеміз? Кейбір жандарға өткеннің әсерінен арылу өте қиынға түседі. Сіз өз пәтеріңізді жинаудасыз делік. Ондағы кейбір заттарға сүйіспеншілікпен қарап, одан сайын әдемілеу үшін оның шаңын сүртесіз, басқа заттар жөндеуді қажет етеді. Бұл фактіні сіз ойыңызға түйіп қоясыз. Сіздің пәтеріңіздегі кейбір заттарын ескергеніңіз соншалық, олардан тезірек құтылу керек. Ескі журналдар мен газеттерді, керек емес кітаптарды сіз лақтырасыз, және бұған бола ренжудің де ашуланудың да жөні жоқ. Біз ойымызды тазартқан кезде де дәл солай болады. Кейбір танымдарымыз ескіріп, бізге олардан құтылу керек болса, оған бола ренжуге болмайды. Олар біздің өмірімізде өтіп кеткен. Біз өзімізге бүгін түстік жасау үшін кешегі жуындыны қопармаймыз ғой. Болашақ өмірді жасау үшін ой жуындысын қопарудың да қажеті жоқ. Біздің кейбір шектеулі танымдарымызды қарап көрелік. Шектеулі таным, мен онша жақсы емеспін, оның түбірі әкесінің өз сәбиіне үнемі сен ақымақсың деп айтуында жатыр. Шектеулі таным, мен өзімді онша жақсы көрмеймін, оның негізі мынада. Қызы әкесіне ұнаған нәрсені жасауға тырысқан, олар еш нәрсеге келіспей үнемі ұрыса береді. Қыз әкесінің қолдауын күтті, бірақ оның орнына қатал сынға ұшырап отырды. Қыз әкесінің жанын ауыртқан оның реніштері екенін түсінген жоқ. Сол сияқты әкесіндегі реніштер де оның өзінің жанын ауыртты. Шектеулі таным, өмір қауіпті, оның шығу негізі үрейлі әке. Менің басқа бір әйел клиентіме өмір қатал да қиын болып көрінді. Оған күлу қиынға түсті. Кейде бұлай істесе, осыдан кейін жаман бір нәрсе болардай қорқыныш пайда болды. Оны күлме, егер күлсең, одан ешқашан жақсы болмайды деп қайталап отырып тәрбиелеген екен. Жаттығу. Бір парақ қағазды алыңыз да сіз туралы ата-анаңыз айтқан келеңсіздіктердің тізімін жазыңыз. Қаз қалпында еске түсіру үшін ең аз дегенде жарты сағат керек. Олар ақша туралы не айтты, олар сіздің денеңіз туралы не айтты, адамдар ара-қатынасындағы қарым-қатынастар мен махаббат туралы ше, сіздің қабілетіңіз туралы ше. Егер қолыңыздан келсе, тізімге әділдікпен қараңыз және өзіңізге, маған бұл ойлар қайдан келген деп айтыңыз. Таза парақ алайық та одан әрі аздап жүрейік. Тағы кімнің сіз үнемі теріс пікірін естідіңіз? Туыстардан, мұғалімдерден, достардан, билікке иелік етушілерден бәрін жазыңыз. Бұның бәрін жазған кезде байқаңыз, сіз өзіңізді қалай сезінесіз. Сіздің қолыңызбен жазылған екі парақ қағаз, бұл сіз тез арада құтылуға тиісті ойлар. Бұл сізге өмір сүруге кедергі жасап жүрген ойлардың дәл өзі. Өзіңді сәби етіп елестету. Егер біз 3 жасар сәбиді алып, оның бөлменің ортасына қойып, оған бар күшімізбен айқаласақ, оған ақымақ деп және оған не істеу керектігін айтсақ, тіпті 1-2 рет ұра да аламыз. Онда қорыққан сәби бұрышта тыныш отырады, немесе өзін тәртіпсіз ұстай бастайды. Бұндай сәбилерде бар болғаны таңдаудың 2-ақ мүмкіншілігі болады. Бірақ біз бұндай сәбилердің шын мәнінде қолынан не келетінін білмейміз. Егер сол баланы алып, оған біз сені жақсы көреміз, қастерлейміз, ол ақылды, зерек, оның ойнағаны бізге ұнайды,
оның қате істегенінде тұрған таңқаларлық ештеңе жоқ. Оның барлығы да істей алады және біз ештеңеге қарамастан оны әрқашан жақсы көреміз десек, онда бұндай баланың мүмкіншілік әлеуетін тіпті де көзге елестете алмас едік. Біздің әрқайсымыздың жасымызға қарамастан көңілімізде осындай 3 жасар бала бар. Біздің өміріміздің сценарийінің негізі біздің ерте кездегі бағдарламамызда жатыр. Біздің бәрімізде олардың бізге айтқандары мен шындық түріндегі уағыздарын әзірлікпен қабылдаған тәртіпті үлгілі балалармыз. Бірақ тағы да бұл үшін отбасын кінәлап емес, түсініктің ең жоғарғы деңгейіне жету маңызды. Өткенді өзгертуге болмайды, бірақ біз өзімізге тамаша болашақ жасаймыз. Біз мұнда жүрген біздің шектеулерімізді жеңу үшін келгенбіз. Біз мұнда олардың бізге айтқандарына қарамастан өзіміздің ерекшеліктерімізге қайран қалу үшін келгенбіз. Сондықтан сіздерге шектеулеріңізді жеңу керек, ал маған өзімдікін жеңу керек. Өзгеруге деген шешім. Өмірге деген біздің көпшілігіміздің қатынасымыз бұл бәрінен бұрын дәрменсіздік сезімі. Біз баянсыз өмірге баяғыда қол сілтегенбіз, одан да үміт ете бермейміз. Оған біреулер үшін сансыз түңілу, ал біреулер үшін тұрақты қиналыс тағы басқа сол сияқты кінәлі. Бірақ бәрі үшін бірақ нәтиже өмірден толық түңілу мен өз өмірін мүлдем басқа негізде көруге деген құлықсыздық. Жақсы, егер сіз өзіңізге сұрақ қойсаңыз, менің өмірімде ұдайы түңілулер неден туындайды? Басқаларды сізді ашуландыруға мәжбүрлейтін не? Нені сіз соншалықты мол үлестіресіз? Сіз не істесеңіз соны қайтара аласыз. Сіз неғұрлым көбірек ашулансаңыз, сізге ашу туғызатын жағдайларды сіз соғұрлым туындатасыз. Біздің барлығымыз біздің өміріміздің өзгергенін қалаймыз, бірақ біздің өзіміз өзгергіміз келмейді. Басқа біреулер өзгерсін, олар өзгерсін, ал мен күте тұрамын. Басқа біреуді өзгерту үшін алдымен сіздің өзіңіздің өзгеруіңіз керек, және сіз іштей өзгеруіңіз керек. Біз ойлап әдісімізді, қалай сөйлеуді, нені айтуды өзгертуіміз керек. Тек сонда ғана нағыз өзгеріс басталады. Мен өзгергім келеді жаттығуы. Мен өзгергім келеді деген сөз тіркестерін мүмкіндігінше жиі қайталаңыз. Осы тіркестерді айта отырып тамағыңызға қолыңызды тигізіңіз. Тамақ бұл өзгеруге қажетті энергиялардың барлығы жинақталған орталық. Өзгеріс сіздің өміріңізге енген кезде сіз оған дайын болыңыз. Сондай-ақ сіз кей жерлерде өзгертуге дәрменсізбін деп есептесеңіз, тура сол жерде сізге өзгеру қажет екенін біліңіз. Менің өзгергім келеді. Жаратылыс күші сіздің ниетіңізге автоматты түрде көмектеседі. Ал сіз өз өміріңіздегі көптеген өзгерістерді таң қала отырып тап басасыз. Өзге жаттығу. Айнаға жақындап өзіңізге менің өзгергім келеді деңіз. Осы кезде өзіңізді қалай сезінетініңізге көңіл бөліңіз. Егер сіз қарсыласып немесе қобалжып тұрғаныңызды байқасаңыз, өзіңізден сұраңыз. Неге? Құдай үшін өзіңізге ұрыспаңыз. Көңіліңізге түйіп қойыңыз. Қандай пікір немесе ойды сізді бұлай сезінуге мәжбүр етеді? Оның қайдан келгенін сіз білесіз бе, жоқ па? Оған қарамастан оны сіз жоқ қылып жіберуіңіз керек. Тағы да айнаға жақын келіп, көзіңізге тесіле қарап, қолыңызбен тамағыңызды ұстаңыз және 10 рет мен барлық қарсылықтардан құтылуым керек деп айтыңыз. Айнамен жұмыс істеу қажет, жақсы көмектеседі. Өзіңнің көзіне қарап, өзің туралы жақсы пікір айту, жақсы нәтижелерге жетудің ең жылдам әдісі. Өзіміздегі өзгерістерге қарсылық. Кейбір пікірлердің бізде терең орын тепкені соншалық, оны бірден байқай алмайсың. Біз арыздана бастаймыз, кейде мұны алдымен басқа орындардан аңғара бастаймыз. Біз досымызды, мұғалімімізді немесе кітапты өзімізге тартамыз. Солардың арқасында терең ұйқыдан ояна бастаймыз. Менің өз басымда бұл процесс бір құрбымның ескертпесінен басталды. Оған бір кездесу туралы айтыпты. Ол бармаған еді, ал менің ішкі дүнием баруды қажет екенін білдіргеннен кейін мен бардым. Бұл кішкентай кездесу шындық жолындағы менің алғашқы қадамым болды. Кейде бізге бұндай жағдайлар елеусіздеу болып көрінеді. Біз тіпті осы елеусіз әрекетті істеуге шақырған ой үшін өзімізге ренжиміз де. Егер бұның бізді сауығу процесіндегі алғашқы қадамымыз екенін түсінсек, бұл реакция жақсы. Бұл процесс бізді өзгертуге шешім қабылдаған кезде басталады. Шыдамсыздық. Қарсыласудың өзге бір формасы. Өзгерістің тура қазір болуын талап еткен кезде біздер өзімізді өзіміз тудырған проблемаларды шешу үшін қажет маңызды сабақтардан айырамыз. Мен пациентке оның проблемасына орын алған адамды кешіруді ұсынған кезде оның жұдырықтары түйіліп тістенеді. Қарсыласу біліне бастайды және мен оған тура осы жерде жұмыс істеу керек екенін білемін.
Біздің бәрімізге де өмірдің маңызды сабақтарынан өту керек. Біздің өміріміздегі кейбір заттар біз үшін қиын, себебі бұл сабақтарды біз өзімізге өзіміз таңдағанбыз. Егер біздің өміріміздегі кейбір заттар біз үшін жеңіл болатын болса, онда бұл сабақ емес, бұлар өзіміз бұрыннан білетін заттар. Егер біз өзгерудің қиын екенін білсек, онда сіз өміріңіздегі ең қиын сабақпенен ұстасып тұрсыз. Бұндай қарсылықтарға бола өзгерістерден бас тартудың қажеті жоқ. Сіздің екі деңгейде жұмыс істеуіңізге болады. Өз қарсылығыңызды саналы түрде қабылдау, үнемі өзгерістерде болу, өзіңізді бақылап қараңыз, сіз қалай қарсыласудасыз және бұған қарамастан өзгеріңіз. Біздің әрекетіміз біздің қарсыласып жатқанымыздан хабар береді. Бұл мынадан көрінеді. Әңгіме тақырыбы өзгерумен, бөлмеден шыққыңыз келумен, дәретханаға барғыңыз келумен, кешігумен, ауырумен, жан-жаққа немесе терезеге қараумен, бір нәрсеге көңіл бөлуден бас тартумен, жегіңіз, ішкіңіз, шеккіңіз келумен, қарым-қатынастың аяқталуымен. Пікір. Біз түбінде қарсылыққа айналатын пікірмен өсеміз. Міне біздің кейбір шектеулі пікірлеріміз. Бұл маған жараспайды. Еркектер немесе әйелдер, бұны істемеу керек. Менің отбасымда бұлай болмаған. Махаббат бұл менің қолым емес, бұл өте ақымақтық. Жолы өте ұзақ, өте қымбат, көп уақыт алады. Мен бұған сенбеймін, мен бұндай емеспін. Олар. Біз өз күшімізді басқаларға береміз және бұны өзгерістерге тойтарыс беретін сылтау ретінде пайдаланамыз. Біздің басымызда мынадай идеялар бар. Сәттінің түспеуі, олар маған өзгеруге рұқсат етпейді. Менде қажетті мұғалім, кітап, класс тағы басқа жоқ. Менің дәрігерім басқаша айтады. Бұл олардың кінәсі. Бірінші олар өзгеруі керек. Олар түсінбейді. Бұл менің пікірлеріме, дініме, философияма қарсы. Біз өзіміз туралы ойлаймыз. Тым кәрімін, тым жаспын, тым семізбін, тым арықпын, тым ұзынмын, тым кішкентаймын, тым жалқаумын, тым күштімін, тым ақымақпын, тым кедеймін, тым сабырлымын. Мүмкін мұның бәрі мен үшін емес. Біздегі ең үлкен қарсылық қорыққандықтан пайда болады. Белгісіздік алдындағы қорқыныш. Тыңдаңыз. Мен дайын емеспін. Менен ештеңе шықпайды. Ал көршілерім не дейді? Менің құрт толы банканы ашқым келмейді. Ал менің ата-анамның, күйеуімнің, әйелімнің, әжемнің тағы басқа реакциясы қалай болады? Мен өте аз білемін. Егер мен өзім жанында ауыртсам не болады? Менің проблемаларым туралы өзгелердің білгенін қаламаймын. Мен бұл туралы айтқым келмейді. Тым қиын, маған ақша жетпейді. Мен өзім достарымды жоғалтамын. Мен ешкімге сенбеймін. Мен бұған сай боларлықтай жақсы емеспін. Бұл тізімнің түпсіз жалғаса беруі мүмкін. Менің бір әйел клиентім 3 автомобиль апатына ұшырады. Жылының мойнын үзді және тізесін сындырды. Ол маған келе жатқанда жолда соғысып, оның үстіне көлік тығынында тұрып қалып, соның кесірінен кешікті. Маған өзінің проблемасын айту оған жеңіл тиді. Оған «1 минут тоқтай тұрыңыз, мен сізге бірдеңе айтқым келеді» дегенде міне сол кезде басталды. Көзілдірігі мазасын алды, ол басқа орындыққа отырды, сосын оған дәретханаға бару қажет болды. Қабылдаудың соңына дейін оның көңілін тоқтату мүмкін болмады. Соңынан мен оның апайының да 2 рет мойнын үзіп алғанын, сондай-ақ олардың шешесінің де мойнын үзіп алғанын білдім. Достарыңызды өз жайына қойыңыз. Біздер өзіміздің проблемаларымызға көңіл аударудың орнына қай достарымыздың өзгеру қажет екенін шешіп жатамыз. Бұл да қарсыласу формасы. Бұл жағдайда мен әркім өзіне терең үңіліп қарауды және біздің достарымызды тура соны неліктен өзгерткіміз келетінін аңғаруды ұсынамын. Әдетте біз өзімізде өзгеруді қажет нәрсені басқалардың бойында өзгертуге тырысамыз. Біздің бәрімізде де біз қалай әрекет етіп, қалай ойласақ тура солай қимылдап, ойлауымыздың қажеттілігі туралы сезім терең орын алған. Бұл біздің танымымызға сәйкес келеді, немесе соның көрінісі болып табылады. Егер таным болмаса, онда оның көрінуі де болмас еді. Біздің бойымызда артық салмақты тудыратын, нашар қарым-қатынасқа, кедейлікке, көңіл күйдің бұзылуына, тағы басқа алып келетін бірдеңе бар. Сіз өзіңізге «мен бұны ешқашан істемеймін» деп қанша рет қайталадыңыз. Соған қарамастан сіз тағы да торт жейсіз. Тіпті бұны енді істемеске өзіңізге уәде берген соң, сол күн бітпей жатып тағы да темекі шегесіз, сізге қымбат адамдарға дөрекі мінез көрсетесіз, тағы басқа. Біз өзімізге ренжіп, сенде титтей де жігер күш жоқ, сен әлсізсің деп проблеманы одан сайын күрделендіре түсеміз. Бұл өзіміздің иығымызға арқаланып жүрген азаптың, адам төзгісіз ауыр жүгін одан сайын ауырлата түседі. Бұның орнына сіз өзіңізге «мен өзімді үнемі кемсітіп және сезіндіретін жасырын тілектен азат болғым келеді. Мен өмірімдегі барлық жақсылықтарға татимын және мен өзіме бұны сүйіспеншілікпен қабылдауға рұқсат етемін» деңіз. Өз танымдарыңызды өзгертсеңіз, сіздің өміріңіз де өзгереді. Біздің әрбір ойымызды өзгертуге болады. Егер сізді үнемі қажетсіз ойлар мазаласа, онда ойларын тоқтатып, оларға жоғал деңіз. Оның орнына сізге сәттілік әкелетін мынадай ойларды қабылдаңыз. Қалай өзгеруге болады?
Бұның негізінде үш негізгі принцип жатыр: өзгеруге құлықтылық, ақылға бақылау қою, өзіңді және өзгелерді кешіру. Өзгеруге құлықтылық туралы жоғарыда айттық, енді ақылға бақылау қою туралы айтайық. Біздің бәріміз ақылымызға қарағанда әлде қайда зорырақ бір нәрсеміз. Сіз мүмкін өміріңіздегі барлық нәрселерге ақыл жауапты деп ойлайтын шығарсыз, бірақ бұндай таным сіздің осылай ойлайтындығыңызға ғана негізделген. Сіздің ақылыңыз бұл олай да бұлай да қолдануға болатын қару, ол әрқашан сіздің қызметіңізде. Бір минутқа ойыңыздағы мылжыңды өшіріңіз де сіздің ақылыңыз, сіздің қаруыңыз деген пікірдің мәні туралы ойланыңыз. Оны қалай пайдалануды сіз өзіңіз шешесіз. Сіз таңдайтын ойлар сіздің барлық өмірлік жағдаяттарыңызды тудырады. Ой мен сөзде адам сенбесте күш бар. Сіз өзіңіздің ойыңыз бен сөзіңізге бақылау жасаған кезде, сіз бұл күшпенен үйлесімде боласыз. Сіздің ақылыңыз сізге бақылау жасайды деп ойламаңыз, тіпті керісінше, сіз ақылыңызға бақылау жасайсыз. Азаттық жаттығуы. Терең дем алыңыз, сосын ауаның бәрін сыртқа шығарыңыз. Денеңізді босатыңыз, сосын өзіңізге айтыңыз: менің азат болғым келеді. Мен еңсені басқан барлық салмақтан босаймын. Өзімен өзім жарасын табамын. Мен өмір процесінің өзінен жарасын табамын. Қауіп-қатерден тыспын. Бұл жаттығуды 3 рет қайталаңыз. Сіз қиын жағдайда тұрғандай болсаңыз, осы сөздерді қайталаңыз. Сонда бұл сөздер сіздің бір бөлшегіңізге айналады және қалыпты болған соншалықты барлық салмақ пен күн сайынғы күрес біртіндеп сіздің өміріңізден жоғалады. Денеңізді бос ұстаңыз және жақсы нәрсе туралы ойланыңыз. Бұл сондай оңай. Тәни босаңсу. Кейде сізге тәни босаңсу қажет. Біз тап келетін жағдайлардағы келеңсіз тәжірибелер мен басымыздан өткеретін эмоциялар көбіне біздің тәнімізде қалады. Бұдан тәни азат болу формасының бірі машинаның немесе үйдің терезесін жауып, бар күшімен айқай салу. Бар күшімен жастықты немесе кереуетті ұрғылау келесі залалсыздың әдістің түрі бірі және әртүрлі спортпен шұғылдану немесе жылдам жүру де тура осындай нәтижеге алып келеді. Жақында 1-2 күннің бедерінде иығым сұмды қатты ауырды. Ауруға көңіл аударғым келмеді, бірақ ол кетпеді. Сонда мен өзімнен сұрадым: не болып жатыр, мәселе неде? Мені не алаңдатады? Мен жауап таппадым, сондықтан өзіме ендеше қарап көрелік дедім. Кереуетке 2 үлкен жастықты қойдым да оны бар күшімен төмпештей бастадым. 12 соққыдан кейін мені не ашуландыратынын анық білдім. Бәрі анық болды. Мен жастықты одан сайын ұра бастадым. Осылай мен өзімді ашулану сезімінен азат еттім. Аяқтап болып мен өзімді әлде қайда жеңіл сезіндім. Ал келесі күні ауру тіптен жоғалды. Өткеннен азат болу. Менің көптеген пациенттерім қазір бақытты бола алмаймыз, себебі өткен кезеңдерде жаралы болғанбыз дейді. Өйткені олар істеуге тиіс нәрсені істеген жоқ. Өйткені енді олардың дүниеде ең ардақ тұтқан нәрселері жоқ. Өйткені оларды кезінде жаралы қылғандықтан олар ешкімді жақсы көре алмайды. Ертеректе істеген сұмдық істері үшін өздерін аяусыз қарғайды. Өйткені бұны олар ешқашан кешірмейді және ұмыта алмайды. Үнемі өткенде есте сақтау демек өзіңді қинау. Сіздің алдыңызда кінәлі болғандарға оларға бәрібір. Олар тіпті біздің қиналысымыздың көлемін де білмейді. Сондықтан да өз ойыңызды өткенге бағыттаудың ешқандай мәні жоқ. Ол келмесек те кетті және бұны өзгерту мүмкін емес. Есесіне оған деген біздің қатынасымызды өзгертуге болады. Өткеннен азат болу жаттығуы. Қанекей, өткенді тек естеліктер тұрғысынан саралайықшы. Егер сіз 3-ші класстан не кейгеніңізді есіңізге түсіретін болсаңыз, онда бұл естелік қандай да бір эмоционалды бағалаудан ада болады. Сіздің өткен өміріңіздегі барлық оқиғаларға осылай қарауға болады. Біз азат болу мүмкіндігіне қарай өзіміздің барлық ақыл-ой күшімізді осы сәтте пайдалануға бейімделеміз. Тағы да өзіңіздің реакцияңызды бақылаңыз. Бұл үшін сізге не істеу керек? Өзіңізді өткеніңізбен айырылысуға сіз дайынсыз ба, немесе сіз соны қалайсыз ба? Сіздің қарсыласу дәрежеңіз қаншалықты? Кешіру өте маңызды тарау. Сізбен біздің келесі қадамымыз кешіру. Бұл сұрақтар мен проблемалардың жауабы кешірім жасауда жатыр. Біздің өмірімізде қандай сипатта болғанына қарамастан проблемалар туындап жатса, онда бізге біреуді кешіру қажет екенін мен өз жеке басымның тәжірибесінен білемін. Махаббат біздің кез келген проблемаларымыздың жалғыз жауабы, және бұндай халге жетудің жолы кешіруде жатыр. Кешіру ренішті сейілту, оның бірнеше әдісі бар. Ренішті сейілтетін жаттығу. Бір тыныш жерде отырыңыз, денеңізді бос ұстаңыз. Сіз ала-көлеңке театрда отырмын, ал алдында шағын сахна деп көзге елестетіңіз. Сахнаға сіз кешіруге тиісті адамды қойыңыз. Дүниеде ең жек көретін адамыңыз. Бұл адам тірі немесе өлі болуы мүмкін, сондай-ақ сіздің жек көру сезіміңізде не өткен шақтікі, не осы шақтікі. Сіз бұл адамды анық көрген кезде ол адамның өмірінде үлкен маңызға ие жақсылықтар болып жатыр деп елестетіңіз. Оны жайдары және бақытты күйде көзіңізге елестетіңіз. Осы образды өз елестеуіңізде бірнеше минут ұстап тұрыңыз. Сосын жойып жіберуіңізге болады.
сосын сіз кешіруге тиісті адам сахнаны босатады. Ол жерге өзіңізді қойыңыз. Өзіңізді бақытты, жайдары қылып елестетіңіз және жаратылыстың мейірімі біздің бәрімізге жететінін біліңіз. Бұл жаттығу қордаланған реніштердің қара бұлттарын сейілтеді. Кейбіреулерге бұл жаттығу өте қиын болып көрінуі мүмкін. Бұл жаттығуды жасаған сайын қиялыңызда түрлі адамдарды суреттеуге болады. Бұл жаттығуды бір ай бойы күніне бір реттен жасап тұрыңыз да қаншалықты жеңілдегеніңізді бақылаңыз. Ойша көзге елестету жаттығуы. Міне тағы бір өте жақсы жаттығу. Өзіңізді жас сәби қылып елестетіңіз. 5-6 жасар. Осы сәбидің көзіне терең қадалып қараңыз. Терең мұңды көруге және оның сізге деген махаббат мұны екенін түсінуге тырысыңыз. Қолыңызды созып кішкентай сәбиді құшақтаңыз, көкірегіңізге басыңыз, оған қалай жақсы көретініңізді айтыңыз. Сіз оның ақылдылығын мақтаныш тұтатыныңызды, егер ол қателік жасаса ештеңе етпейтінін, ондайды жұрттың бәрінің де жасайтынын айтыңыз. Егер қажет болса, сіз оған қашан болса да көмекке баруға уәде беріңіз. Енді сәби тіп-тіте бұршақтай ғана сәбиге айналсын. Оны өзіңіздің жүрегіңізге қойыңыз. Ол сол жерден орын алсын. Сіз төменге қараған кезде оның кішкентай сұлбасын көріп, ол үшін үлкен мәнге ие барлық махаббатыңызды бере аласыз. Енді 4-5 жастағы үрейлі және махаббатқа шөлкіркеген өз мамаңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Оған да қолыңызды созып, сіз оны қалай жақсы көретініңізді айтыңыз. Ешқандай жағдайға қарамастан оның сізге арқай сүйе алатынын айтыңыз. Ол тынышталып, өзін қауіпсіз сезінген кезде оны өзіңіздің жүрегіңізге орналастырыңыз. Ал енді әкеңізді 3-4 жастағы кішкентай бала қылып елестетіңіз. Ол да бірдеңеден қорқады және қатты өксіп жылауда. Сіз оның денесіне бұршақтап құйылып жатқан көз жасын көресіз. Сіз енді жас балаларды қалай тыныштандыру керек екенін білесіз. Оны кеудеңізге қысып денесіндегі дірілді сезініңіз. Тыныштандырыңыз. Ол сіздің махаббатыңызды сезінсін. Сіз оған онымен бірге болатыныңызды айтыңыз. Оның көз жасы кепкен кезде ол да құртымдай болсын. Оны өзіңізбен және мамаңызбен бірге жүрегіңізге орналастырыңыз. Олардың барлығын сүйіңіз. Дүниеде кішкентай балаға махаббаттан артық қасиетті ештеңе жоқ. Біздің жүрегімізде күллі планетаны сауықтыруға жетерлік махаббат бар. Бірақ алдымен біз өзімізді өзіміз сауықтырайық. Сіздің барлық тәніңізге тарап жатқан жылылықты, жұмсақтық пен нәзіктікті сезініңіз. Бұл қымбат сезім сіздің өміріңізді өзгертсін. Күнделікті еңбек. Мен күнді әдетте былай өткіземін. Таңертең оянып, көзімді ашар алдында қолымдағы барыма ризашылығымды білдіремін. Суға шайынып алғаннан кейін медитация жасап, жарты сағаттай Құдайға құлшылық етемін. Сосын таңертеңгілік гимнастика 15 минут. Кейде мен гимнастиканы сағат 6-дағы таңғы бағдарламамен бірге жасаймын. Менің таңғы асым жемістер мен шөптен жасалған шайдан тұрады. Маған тағам берген үшін мен тағы да жер-анаға алғыс айтамын. Ланчтың алдында айнаға барып жаттығу жасаймын. Мына сөздерді дауыстап айтамын немесе өлеңдетемін. Луиза, сен кереметсің, мен сені жақсы көремін. Бұл менің өмірімдегі ең тамаша күн. Сенің білген келген нәрсенің бәрі саған өзі келеді. Барлығы тамаша. Әдетте мен ланчта үлкен салат жеймін және асыма шүкіршілік етемін. Күндіз мақсаттар жазылған таспаны тыңдаймын. Кешкі асқа буланған көкөністер мен каша жеймін. Кейде тауық не балық жеймін. Менің денеме бәрінен де қарапайым тағамдар тиімді. Кешке мен оқимын немесе жұмыс жасаймын. Ұйықтауға жатып өткен күнді ойға шалып өтемін де оған алғыс білдіремін. Мен тамаша ұйықтаймын және таңертең керемет күн үшін тұрамын деп айтамын. Ерсілеу естіледі, рас емес пе? Ал сіз өз күніңізді қалай бастайсыз? Таңертең сіз тұрған кезде сіз не айтасыз, не ойлайсыз? Таңертең оянып, Құдайым-ай, тағы да ояну керек, басқа күн деп ойлаған уақыттар да есімде. Және қалай елестетсем тура солай алдымнан шығатын. Бірінен кейін бірі қаптаған кесапаттар қазір көзімді ашар алдында жақсы түсім үшін және менің өмірімдегі барлық жақсылықтар үшін алғысымды айтамын. Жұмыс туралы. Таңдаған карьерамызға көңіліміз толмағанда кейбіреулеріміз үнемі былай ойлаймыз. Мен жұмысыма шыдамаймын. Мен жұмысымды жек көремін. Мен жеткілікті ақша таппаймын. Мені жұмыста бағаламайды. Мен не істерімді білмеймін. Бұл сізге көп зиян әкелетін теріс ойлар. Егер осылай үнемі ойлай беретін болсаңыз, сіз қалай жақсы жұмыс таппақшысыз? Бұл проблемаға сол жағынан келу деп аталады. Егер сізде қазір әйтеуір бір себептен ұнамайтын жұмыс қызмет болатын болса, былай істеу керек. Қазіргі қызметіңізге рахмет айтудан бастаңыз. Бұл сіздің жолыңыздағы қажетті кезең. Сіз қазір өзіңіздің өмірлік танымдарыңыз жетелеп әкелген жерде тұрсыз. Сондықтан да жұмысыңыздағы барлық нәрселерге, сіз жұмыс істейтін ғимаратқа, лифтіге, бөлмеге, жиһаздар мен құрал жабдықтарға, араласатын адамдарыңызға рахмет айтудан бастаңыз. Егер сіз бұл жұмыстан кеткіңіз келсе, онда бұл жұмыстан игі ниетпен кететініңізді және осы жұмыста өзін бақытты сезінетін адамға беретініңізді үнемі өзіңізге айтып жүріңіз.
шындығында да көптеген адамдардың сіздің жұмыстағы иеленген орныңызға ұмтылатынын сіз білуіңіз керек. Жұмысқа кірігу. Менің мінезім ашық және менің талантым мен мүмкіндіктерім пайдаланылатын жұмысты қабылдауға дайынмын. Мен бұл жаңа жұмысым шығармашылық қабілетімді іске асырады және мені қанағаттандыратын болады. Егер жұмыста әлдебіреулер сіздің мазаңызды алатын болса, сол адам туралы ойлаған сайын оған рахмет айтыңыз. Біз ондайларды өзіміз таңдамасақ та, біздің әрқайсымызда аздаған Гитлер мен Иисус Христос бар екенін білу маңызды. Егер бұл адам сыншыл келетін болса, сізді мақтайтын адам есебінде, ал егер ол қатал болатын болса, онда оны нәзік те әділ етіп көзге елестетіңіз. Егер сіз адамдардан тек жақсыны көрсеңіз, онда олар басқалармен қалай қарым-қатынас жасаса да, тек сізге ғана өздерінің тамаша да керемет қасиеттерін көрсетеді. Дене. Біздің денеміздегі ауру деп аталатын нәрселерді өзіміздің тудыратынымызға мен сенімдімін. Дене біздің өміріміздегі басқа да нәрселер сияқты танымдарымыздың тура бейнесі. Біздің денеміз барлық уақытта да бізге айтады, егер біз оны тыңдауға уақыт тапсақ. Денеміздегі әрбір жасуша біздің әр ойымыз бен әрбір сөзімізге сай қимыл жасайды. Ойлау мен сөздің ұзаққа созылған бейнесі дене қалыбын белгілейді. Мұңлы жүзді адамды міндетті түрде көңілсіз ойлар иектейді. Бұл жағдайда қарттардың жүзі қызығушылық тудырады, олар өмір бойғы ойлау жүйесінің тура бейнесі. Сіз қартайған кезде қалай көрінесіз? Бұл кітапта мен метафизикалық диагнозбен көп аурудың менталдық себебінің тізімін келтіремін. Бұл шамамен 90-95% дұрыс. Бас біздің өзімізді бейнелейді. Бұл біздің дүниеге көрсететін нәрсеміз. Бізді басымыздан таниды. Баста бір нәрсе дұрыс болмаса, біздің өзімізде бір нәрсенің дұрыс болмағаны. Шаш күш-қуатты білдіреді. Біз қорыққан кезде әдетте иық бұлшық еттерінде басталып, сосын басқа баратын, ал кейде көзге баратын болат белдікті жасаймыз. Шаш қапшықшалары арқылы өседі. Бас сүйегіне салмақ салған кезде ол қапшалар автоматты түрде жабылып, шаштар семіп түсе бастайды. Егер үнемі салмақ түсіп бас сүйегі демалмайтын болса, шаш өсуін тоқтатады. Нәтиже бастың қасқалануы. Әйелдер шашының қасқалануы олардың іскер ерлер әлеміне енуінен басталады. Біз әрине мұны аңғара бермейміз, себебі көптеген париктер табиғи көрінеді. Құлақ есту және тыңдау мүмкіндігіне ие. Егер адамның құлағының мүкістігі болатын болса, ол бұны есту мүмкіндігінен бас тартқызып тұрған өміріндегі болып жатқан жағдайға байланысты. Құлақтың ауруы бұл сіз естуге тиісті нәрсеге байланысты қобалжуды білдіреді. Балалардың құлағы үнемі ауырады, олардың тыңдағысы келмеген нәрсені үйде жиі тыңдауына тура келеді. Сәбидің ашу білдіруіне тыйым салынады. Шын мәнінде олардың бір нәрсені өзгертуге дәрменсіздігі құлақ арқылы құлақ ауруына әкеп соғады. Саңыраулық ұзаққа, мүмкін өмір бойына созылатын біреуді тыңдауға деген құлықсыздықты білдіреді. Көңіл аударыңыз, кейде есту аппаратымен жүрген серіктесті кездестірсек, енді бірі ауыз жаппай сөйлеумен болады. Көз көру мүмкіндігін білдіреді. Егер көзіңізге байланысты проблема туындап жатса, бұл әдетте не өзіңіздегі немесе өз өміріңіздегі бірдеңені көруден бас тартуды білдіреді. Мен көзілдірік киген балаларды көрген кезде, олардың үйлеріндегі бір жайсыздықты білемін. Олар тура мағынасында нәрселерді көруден бас тартады. Егер олардың үйдегі жағдайды түзетуге күші келмесе, онда олар көздерін анық көру мүмкіндігінен айыру үшін жанарларын сейілтеді. Бас ауруы. Біз өзімізді толыққанды сезінбеген кезде болады. Басыңыз ауырған кезде 1 минутқа тоқтап, сіз өзіңізді қай жерде қор сезінесіз және неліктен солай екенін өзіңізден сұраңыз. Бұлай сезінуден құтылу үшін өзіңізге кешірім жасаңыз, сонда сіздің бас ауруыңыз да өзіңізден жоғалады. Бас сақинасы өмірде мінсіз болғысы келген жандарда, сондай-ақ мына өмірге өкпесі қара қазандай пенделерде болады. Мойын мен тамақ өте қызғылықты. Мойын бұл ойлау икемділігіне бейімділік, мәселенің екінші жағын көруге және басқа адамның көзқарасын түсінуге деген бейімділік. Бізде мойынға байланысты мәселелер туындап жатса, бұл біздің қасарысып икемді болудан бас тартпағанымызды білдіреді. Алқым. Бұл біздің нені қаласақ соны сұрау және өзіне қорған болуға деген бейімділігімізді білдіреді. Алқымға байланысты проблема құқығымыз жоқ деген сезім мен өз бойындағы жетімсіздіктерді сезінуден туындайды. Ауру алқым бұл қашанда наразылықты білдіреді. Ал егер оған суық тию қосылса, бұл онда абыржу. Ларингит әдетте ашудан булығып сөйлей алмауды білдіреді. Одан басқа алқым біздің барлық творчестволық энергияларымыз бағытталған ағза бөлігін білдіреді. Таңдай бездері мен қалқан бездеріне байланысты аурулар сіздің істегіңіз келген нәрсені творчестволық тұрғыдан істей алмағаныңыздан хабар береді. Біздің өзгерістеріміз бәрінен бұрын сол тамақтың аумағында болып жатады. Бір өзгерістерге қарсылық танытқан кезде проблема тамағымызда пайда болып жатады. Біздің кейде жоқ жерден жөтелетініміздегі көңіл бөліңіз, немесе
басқа біреу жөтеле бастайды. осы сәтте не айтылады? Біз неге көңіл бөлеміз? Мүмкін бұл қасарысу, қарсыласу немесе біздің өзгерістер процесінде екендігімізден хабар беру. Арқа қолдау жүйесін білдіреді. Арқаңызда проблеманың болуы сіздің жеткілікті қолдауды сезінбейтініңізді көрсетеді. Біз жанұямыз бен достарымыз қолдайды деп жиі өте ойлаймыз. Шын мәнінде бұл жаратушы мен өмірдің өзінің қолдауы. Проблеманың арқаның жоғары бөлігінде болуы эмоционалды қолдаудың және қолдамайды. Арқаның ортаңғы бөлігінің кінәлілік сезіміне тікелей қатысы бар. Сіз артқыңызда тығылған нәрседен немесе адамнан қорқасыз ба? Сізде арқаңыздан біреу ұрған сияқты сезіну сезімі жоқ па? Сіз үнемі өз ақшаларыңыз туралы ойлайсыз ба? Сіздің қаржылық жағдайыңыз қалай? Ол сіздің арқаңыздың төменгі бөлігі проблемасының негізі болуы мүмкін. Өкпе – бұл өмірді алу және беру бейімділігі. Әдетте өкпе проблемасы толыққанды өмір сүруге құлықсыздықтан, немесе одан қорқудан, немесе бар күшімізбен өмір сүруге құқығымыз жоқ деп есептегеннен туындап жатады. Демек, көп шегетіндер әдетте өмірді жоққа шығарады. Олар масканың астына өздерінің жетімсіздіктерін жасырады. Омырау – аналық бейнесі. Аналық безде проблема бар болғаны біздің өз көңілімізбен басқа бір адамды, затты немесе жағдайды басып тастайтынымызды білдіреді. Егер кеуде қатерлі ісігі болатын болса, бұл оған қосымша қордаланған реніш пен ашуды білдіреді. Қорқыныштан босаныңыз және біздің әрқайсымызды кеңістік санасы әрекет етеді және ол белсенді, соны біліңіз. Жүрек әрине махаббатты, ал қан қуанышты білдіреді. Біздің өмірімізде махаббат пен қуаныш болмаса жүрек қысылып мұздайды. Нәтижесінде қан жайлап жүзіп жүріп біз біртіндеп қаназдық немесе тамырлар склерозына, жүрек талмасына ұрынамыз. Біз кейде өзіміз жасаған өмір драмасына шырмалатынымыз соншалық айналамыздағы қуаныштардан аңғармаймыз. Алтын жүрек, суық жүрек, қара жүрек, ғашық жүрек. Ал сіздің жүрегіңіз қандай? Асқазан барлық жаңа идеялар мен жағдайларды қорытып бойға сіңіреді. Нені немесе кімді сіз қорыта алмайсыз. Асқазанда проблеманың болуы бұл жаңа өмірлік жағдаяттарды қалай меңгеруді білмеуді білдіреді. Бізге қорқынышты жолаушы ұшақтардың енді ұша бастаған кезі, біздің көпшілігіміздің есімізде аспанға ұшу идеясы біз үшін жаңалық болатын және біз үшін оны миға қондыру өте қиын болды. Біз өзімізді нашар сезінген кезде құтқаратын пакеттер әрбір орындықтарда тұратын. Қазір көп жылдардан кейін пакеттер бұрынғыдай берілетін болса да оны ешкім пайдаланбайды. Біз аяғында ұшу идеясын меңгердік. Асқазан жарасы. Жай қорқу. Біз жеткілікті түрде жақсы емеспіз немесе толыққанды емеспіз деп сезінуден де үлкен. Біз өз ата-анамыз, бастықтар, мұғалімдер тағы басқа алдында жеткілікті түрде жақсы емеспіз деп ойлаймыз. Біз өзімізді қабылдай алмаймыз. Біз басқалардың көңілінен шыққымыз келеді. Сіз жұмыста қандай билікті иеленсеңіз де сізде мұндай проблеманың шешімі махаббаттың болмауы мүмкін. Өздерін жақсы көретін, құрметтейтін адамдарда асқазан жарасы жоқ. Ішкі сарайыңыздағы сәбиге мейірімді қамқор болыңыз. Біздің жаттығу есіңізде ме? Және оны үнемі қолдап құрметтеңіз. Өттегі тас. Жинақталған ащы ойларды және олардан айырылуға кедергі жасайтын көкіректі білдіреді. Келесі жаттығуды жасап көріңіз. Өзіңізге үнемі мен өткенімді құлшына отырып босатамын. Өмірде тамаша, менде тамаша. Қуықтағы тікшектегі жыныс органдарындағы проблемалар біздің денеміз бен олардың орындайтын функциялары туралы бұзық идеялардың салдарынан болып жатады. Біздің денеміздің әрбір мүшесі өмірдің өзінің керемет бейнесі. Біз өмір лас және күнәлі деп ойлаймыз ғой. Онда жыныс мүшесі туралы неге бұлай ойламаймыз? Тікішек те құлақ сияқты тамаша. Біз тікішексіз шлактардан босана алмай тез-ақ өліп қалған болар едік. Біздің денеміздің әрбір бөлігі және оның орындайтын әрбір функциясы қалыпты, табиғи және тамаша. Біздің жыныс органымыз тояту алуымыз үшін жаралған. Бұл фактіні жоққа шығару демек қиналу мен жазалауды туындатады. Секс ғажап. Біз үшін секспен айналысу ішіп жеу сияқты қалыпты жай. Бір сәтке жаратылыстың шексіздігінен көзімізге елестетейік. Бізге мұндайды көзге елестету тіпті қиын да, ал кеңістік ішінде көп галактикалар бар. Күнді көп планеталар айналып жүреді. Олардың арасында жер бар. Барлық кеңістікті жаратқан күштің біздің жыныс мүшемізді де бағып отырған бұлттан биікте отырған шал екенін көзімізге елестету маған өте қиын. Дегенмен де біз бала кезімізде осылай үйретті. Бізге бұл ақымақтықтан арылу өте маңызды. Бірақ та мені дұрыс түсінбей қалмаңыз. Мен ешқашан кез келгенмен болатын еркін сексті насихаттамаймын. Біздің ережеміздің көбісі ескірді, сондықтан көбісі оларды бұзып екіжүзді бола бастады. Біз санамыздағы сексуалдылық кінәсін жойып, адамдардың өзін және басқаларды сүю мен құрметтеуге үйреткенде ғана олар ең жоғарғы мейірім мен қуаныштың атын автоматты түрде өмір сүре бастайды.
Біздің барлығымызда да өзімізді жек көру мен өзімізден жиіркенуіміздің әсерінен сексуалдылыққа байланысты проблема өте көп. Сондықтан да біз өзімізге де өзгеге де нашар көзқарастамыз. Мектептерде сексуалды ағарту жан-жақты жүргізілмейді. Біз балаларға олардың денесі, жыныс органдары және сексуалдылығы қуаныш үшін жаратылғанын өте терең деңгейде түсіндіруіміз керек. Ұрық безі. Ұрық безі творчестволық энергияны білдіреді. Ондағы проблема жарыққа шықпаған творчестволық бейімділік. Аяқ бізді өмірде алып жүреді. Аяқта проблеманы болуы алға жылжу қорқынышы немесе белгілі бір бағытқа бет түзеуге құлықсыздықты білдіреді. Аяғымыз бізді тасиды, тартады, сүйрейді. Ол онда семіз үлкен балалық реніштерге толы сан тұр. Әрекет етуге құлықсыздық аяқтың проблемасы арқылы білінеді. Аяқ көк тамырын шығуы сіз жек көретін үй немесе жұмыс. Сәтсіз оқиға, тіпті оқиға да емес. Өміріміздегі басқа нәрселер сияқты оларды да өзіміз жасаймыз. Өзіне менің сәтсіз оқиғаға ұшырағым келеді деп тіпті де айтудың қажеті жоқ. Біз сәтсіз оқиғаны өзіне тартатын ой-танымы жүйесін жасаймыз. Біздің кейбіреулерімізде үнемі бірдеңелер болып жатады, ал кейбіреулер бір сызат түспей өмір сүреді. Сәтсіз оқиға бұл наразылық пен реніштің көрінісі. Ол адамның өз сезімін білдірудегі тығырыққа тірелу мен толық дәрменсіздігінің көрінісі. Сәтсіз оқиға бұл сондай-ақ үкімет өкілдеріне қарсы тұру. Біздің ашуланатынымыз соншалық, біреулерді ұрғымыз келеді. Оның орнына өзімізді ұрамыз. Біз өзімізге өзімді ренжіген кезде өзімізді кінәлі сезінеміз, ал өзімізге жаза істеген кезде ол сәтсіз оқиға формасында көрініс табады. Былай қарағанда біз сәтсіз оқиғаның күнәсіз құрбандарымыз. Сәтсіз оқиға біздің басқалардың көмегімен көңіл білдіруін қабылдауымызға жағдай жасайды. Жарамызды жуып бізді күтеді, бізді төсек тартуымызға тура келеді. Кейде бұл ұзақ жылдарға созылады. Біз ауырып ыңқылдаймыз. Ауру арқылы денеміз бен бізге өмірде біз неге басқа нәрсеге көңіл бөлуіміз қажет екенін білдіреді. Аурудың мөлшері біздің қаншалықты өзімізді жазалағымыз келгенін көрсетеді. Ревматизм өзін және өзгелерді үнемі сынаудан пайда болатын ауру. Онымен ауыратын адамдар көбінесе оларды үнемі сынайтын адамдардың өзіне тартады. Бұл басқаларды үнемі сынау керек дейтін олардың өз танымдарынан туындап жатады. Олардағы қарғыс бұл қандай жағдайда да сүйген адамның үнемі мінсізі болу тілегі. Олардың жүгі адам төзгісіз ауыр. Демікпесі бар адамға оның демалуға құқығы жоқ сияқты болып көрінеді. Демікпесі бар балалар бұл ұятты қатты дамыған балалар. Олар барлығы үшін кінәні өзіне қабылдайды. Кейде оларға егер барлық жанұясы бірге көшпесе де тұрғылықты жерді өзгертуде жақсы көмектеседі. Әдетте демікпесі бар балалар аурудан айығады. Бұған мектеп, өмірлік жаңа жағдайлар неге ықпал етеді. Бірақ та кейін өмірде дерт қозған кезде біреу түймені басып қалғандай болған жағдайлар жиі қайталанды. Қатерлі ісік терең қордаланған реніштердің әсерінен болатын шын мәнінде денені жегідей жейтін ауру. Балалық шақта біз өмірге деген сенімімізді үзетін бірдеңе болады. Бұл жағдай ешқашан ұмытылмайды да. Адам өзіне үлкен аяушылық сезіммен өмір сүреді. Оған кейде ұзақты байыпты қарым-қатынасты болу қиынға соғады. Өмір мұндай адамдар үшін шексіз түңілулерден тұрады. Тығырыққа тірелу мен үмітсіздік сезімі оның санасын жаулап алады. Өзінің проблемаларына байланысты өзгелерге кінә арту ол үшін әлдеқайда жеңіл. Қатерлі ісікпен ауыратын адамдар өзіне өте сыншыл болып келеді. Өзім жүре келе қалыптастырған тәжірибемде көзім жеткенде қандай қалыпта болса сол қалыпта өзімді қабылдай білу мен өзімді жақсы көре білу қатерлі ісік ауруынан айықтырады. Артық салмақ қорғанысқа қажеттіліктен басқа ештеңе емес. Біз аурудан, сыннан, сексуалдылықтан, қорлаудан қорғануды іздейміз. Үлкен таңдау солай емес пе? Мен ешқашан семіз болған емеспін. Бірақ менің өз тәжірибемнен көзім жеткенімен өзімді батылсыз немесе әлсіз сезінген кезде мен автоматты түрде бірнеше килограммға семіре бастаймын. Қауіп сейілген кезде ауыр салмақта жоғалады. Әлеммен күрес күш-қуат пен уақытты босқа шығындану. Сіз қалай қарсыласуды тоқтатасыз, солай сіздің салмағыңыз қалыпқа түседі. Өзіңе өмір процесінің өзіне сену, жаман ойлардан аулақ болу міне арықтаудың әдісі. Менің ойымша әртүрлі негіздегі ауру кінәлі сезінудің айғағы, ал кінә әрқашанда жазалауды іздейді. Ал жазалау өз кезегінде ауруды тудырады. Созылмалы ауру кейде біздің өзіміз де білмейтін, өзімізде терең көмілген созылмалы кінәлі сезінуден пайда болады. Кінә пайдасыз сезім. Бұл сезім ешкімге ешқашан көмектеспейді. Ол жағдайды өзгертуге дәрменсіз. Сондықтан да өзіңізді абақтыдан босат. Операция кез келген хирургтың араласуы, мысалы қол-аяқ жарақаты болған кезде адам жазылуға көңіл аудару үшін және соның енді қайталанбауын болдырмау үшін қажет.
Бүгінде медицина саласында адамдарға көмектесуге өздерін толығымен арналған дәрігерлер өте көп. Дәрігерлер холистикалық тәсілдерді көбірек пайдалана отырып емдеу жасай бастайды. Сонда біздің дәрігерлердің көбісі аурудың себебін білгісі келмейді, оның белгісі мен салдарын ғана емдейді. Олар бұны екі жолмен істейді: не дәрімен улайды, не кеседі. Хирургтар кеседі. Егер сіз хирургқа барсаңыз, ол әрине операция жасауды ұсынады. Егер сізде басқа таңдау болмаса, онда жылдам және ешқандай кедергісіз жазылуға даярланыңыз. Операциядан өзіңіз жақсы көретін музыканы үнемі тыңдаңыз және өзіңізге үнемі «мен тез жазыламын, мен күн санап өзімді жақсы сезінудемін» деп айтыңыз. Ісіктер. Жалған без. Устрица өзін қорғау үшін құртымдай ғана құмды алады да оның сыртын қатты да жалтыра қабықпен қаптайды. Біз оны інжу-моншақ деп атап, оның көркіне таң қаламыз. Бұл сол устрица сияқтымыз. Ескі реніштерді сақтап, бұл ісікке айналғанға дейін оны тастамаймыз. Мен бұны ескі таспаны айналдыру деп атаймын. Әйелдердің жатырындағы аналық бездеріндегі ісіктер олардың әйелдік нәзіктіктеріне деген соққының нәтижесінен алған эмоционалды ауырлық болып табылатынына және ісіктік пайда болғанға дейін олардың бойында тұратынына мен тәнтімін. Егер сіздің біреумен арадағы қарым-қатынасыңыз туралап қалса, бұл сізде барлық нәрсенің өз орнына екенін білдірмейді және бұл шындығында біздің құнымыздың қаншалықты екенін көрсетпейді. Мәселе өмірде біздің басымызда не өтетінде емес, мәселе соған біздің қаншалықты көңіл бөлетінімізде. Біздің барлығымызды өз басымыздан өтетін нәрселер үшін 100% жауапкершілікті арқалаудамыз. Өзара қарым-қатынас. Біздің барлық қарым-қатынастарымыз, ал бұның ішінде жансыз заттарға, ауа райына, көлікке және адамдарға деген сіздің қатынасыңыз сіздің өзіңізге деген қатынасыңызды білдіреді. Ал сіздің өзіңізге деген қарым-қатынасыңыз өз кезегінде балалық шақтағы сізді байланыста болған үлкендермен қарым-қатынасқа негізделген. Кішкентай кезімізде бізге үлкендер қалай қараса, оң және теріс мәнінде біз де өзімізге солай қараймыз. Біздің басқалармен қарым-қатынасымыз бұл өзіміздің айнамыз. Біз өмірде неге жүгірсек, сол біздің өмірлік танымдарымыз бен қасиеттеріміздің тура бейнесі. Бұлай жиі кездеседі. Басқаларға біздің қолданбайтын қасиетіміз бұл біздің өз ерекшелігіміз. Егер бұлай болмағанда, бұндай адамдарға біздің өмірімізде орын болмаған болар еді. Біз оларға қарсы жаттығуы. Сіздің көңіліңізге ешқашан жақпайтын адамды табыңыз. Бұл адамдағы сіз өте қатты жек көретін және ондағы өзгерткіңіз келетін үш қасиетті сипаттап беріңіз. Енді өз сарайыңызға терең үңіліңіз де өзіңізден сұраңыз: менің оған нем ұқсас және қай жағдайда мен өзімді тура солай ұстаймын? Көзіңізді жұмып бір сәт ойланыңыз. Сосын өзіңізден сұраңыз: сіз өзгеріске дайын ба екенсіз? Сіз әдеттегі ойлардан, дағдылар мен танымдардан арылған кезде ғана бұл адамдар өзгереді немесе сіздің өміріңізден кетеді. Егер сізді үнемі сынайтын және сіз бабын таба алмайтын бастығыңызды жек көрсеңіз, онда тағы да өзіңізге терең үңіліңіз. Сіздің оған қай жеріңіз ұқсайды? Сіз бастықтарға дәм сынайды және олардың бабын табу мүмкін емес деп ойламайсыз ба? Егер сіздің қызметкеріңіз қасарысып жұмысын атқарғысы келмесе, оны өз өміріңізге қалай тартқыңыз жөнінде ойланыңыз. Сіз ол сияқты қаншалықты дәрежеде қырсықсыз және жалқаусыз. Егер сіздің сүйіктіңізбен арада проблема болатын болса, өзіңізге терең үңіліңіз және қараңыз, сіздің қай қасиетіңіз тартты оны. Егер күйеуіңіз сізді қолдамаса, үнемі өмірге өкпелі болса, тағы да өзіңіздегі жас кезіңізден қалыптасқан әдеттеріңізге көңіл бөліңіз. Сіздің ата-анаңыздың бірі өмірге наразы болды ма? Сіз өмірге үнемі риза емессіз бе? Егер балаңыздың дағдылары мен сіздің ашуыңызға тиетін болса, онда сізде де тура осындай дағдылар бар екендігіне мен кепілдік беремін. Сіз олардан арылыңыз. Бала да автоматты түрде арылады. Басқаларды өзгертудің бір ғана жолы бар: алдымен өзіңді өзгерт. Өз ойларыңыз бен дағдыларыңызды өзгертіңіз. Басқалар да автоматты түрде өзгереді. Ал кімде болмасын ұрысу пайдасыз. Басқаларды кінәлау демек өз күшіңді босқа сарқу. Сіз өз күшіңізді сақтауға тиістісіз, ол сізге өмірде өзгеру үшін керек болады. Сондықтан да әлсіз құрбандарды ойнауды доғарайық та өзімізге көмектесу үшін нақты бір нәрселерді жасайық. Өміріңіздегі махаббатты енгізу. Махаббат біздің өмірімізде күтпеген жерден пайда болады. Егер сіз махаббатты үнемі іздесеңіз, бұдан ештеңе шықпайды. Махаббат қашанда біздің ішкі дүниемізде, ол сырт көрініс емес. Махаббат бірден келсін деп табандатудың қажеті жоқ. Сіздің дайын болмауыңыз мүмкін, немесе осы негізде рухани жеткілікті дамымағансыз. Сіздің тырнағыңызға да тұрмайтын адамдарға өзіңізді шығын қылудың қажеті жоқ. Өз ұмтылысыңыздың дәрежесін нақты анықтау керек. Сізге өмірде қандай махаббат керек? Осы қасиеттерді алдымен өзіңізде дамытыңыз. Тек сонда ғана сіз өзіңіздің көңіліңіздегі адамды тартатын жағдайда боласыз. Қараңыз, сізге бұндай қарым-қатынас жасауға не бөгет? Мүмкін басқалардың сынауы, жан-жақты жетілмеушілік сезімі ме, ұмтылыстың өте жоғарылығы ма, кино жұлдыздар бейнесі ме, ашыналық қорқыныш па, сізді ешкім сүйе алмайды деген таным ба? Махаббат кез келген кезде сүюге дайын болыңыз. Махаббат
Сүйіңіз, сізді де сүйетін болады. Өз ниетіңізде ашық болыңыз, сонда барлығы жақсы болады. Өз өміріңізде жананы қалыптастыру. Менің семіз болғым келмейді, менің кедей болғым келмейді, менің кәрі болғым келмейді, менің көріксіз болғым келмейді, менің бұл жерде тұрғым келмейді, менің өмірімдегі бұл адамды қаламаймын, менің әкем, шешем сияқты болғым келмейді, менің бұл жерде жұмыс істегім келмейді, менің жалғызбасты болғым келмейді, менің бақытсыз болғым келмейді, менің ауру болғым келмейді. Өміріміздегі келеңсіздіктермен саналы түрде күресу үшін біздің қалай бағдарланғанымызды жоғарыда келтірілген танымдар көрсетеді. Біз егер жағымсыз сәттер туралы ойласақ, жағымсыз өмірімізге автоматты түрде келеді деп ойлаймыз. Шын мәнінде барлығы керісінше. Өміріңізде қанша рет сіз қаламаған нәрсеге көңіл аудардыңыз, есіңізге түсіріңіз. Қалауыңызды алдыңыз ба, жоқ сірә. Сізде келеңсіз ойлар қандай көп болса, сіздің өміріңіздегі келеңсіздіктер де сондай болады. Егер әлі күнге дейін өз бойыңыздағы немесе өміріңіздегі бір нәрсе сіздің көңіліңізді құлазытатын болса, онда сол нәрсенің сіздің өзіңізден табылатыны сөзсіз. Сіз неменеге көбірек көңіл бөлсеңіз, сол сіздің өміріңіздегі тұрақты нәрсе болып табылады. Жаман ойлардан арылыңыз да өз өміріңізде шын мәнінде қажет еткен нәрсеге көңіл қойыңыз. Қанекей, жаман танымдарды жақсыға айналдырайық. Мен сымбаттымын, мен баймын, мен мәңгі жаспын, мен керемет үйге көшемін, менің жұрттың бәрімен қарым-қатынасым жақсы, мен сүйемін, мен сүйіктімін, менің денсаулығым мықты. Пікірлер. Сіз тек қана жақсы ой ойлауды үйренуіңіз керек. Пікір бұл сіздің танымдарыңыздың бейнесі. Жаман пікір сізге қажетсіз нәрселерді көбейтеді. Сіз үнемі өз-өзіңізге жақсы мәлімдемелер жасауыңыз керек. Бұның сіздің өміріңізде керек еткен нәрсенің бәріне қатысы бар. Оң пікірлерді тек осы шақта ғана жасау қажеттігін естен шығармау керек. Егер сіз үнемі келер шақта ғана ойлап сөйлейтін болсаңыз, күңгірт ойыңыз сізді сөзсіз бағынады. Сонда тап солай болады. Қазір алатыныңызды сіз бүкіл ғұмыр бойына күтетін боласыз. Өзіне деген махаббат процесс ретінде. Менің бірнеше рет ескерткенімде, сіз бен біздің басты мақсатымыз бұл өзіңді сүюді үйрену. Өміріңіздегі өзіңізге ұнаған және ойыңыздан туған кездерді еске түсіріңіз. Сіз біреуді сүйіп, барлық проблемадан құтылғандай болып көрінген кездерді есіңізге алыңыз. Осындай тамаша сезімдер, тіпті одан жақсылары сіздің өзіңізге деген махаббатыңызды орнықтырады. Егер сіз өз әрекеттеріңізді мақұлдап, өзіңіз бар қалпыңызбен қабылдамасаңыз, онда өзіңізді сүю мүмкін емес. Ешқашан, қандай жағдайда болмасын, өзіңді сынауға болмайтынын естен шығармаңыз. Егер мен өзімді сынамасам, қалай өзгерем деген сіздің бұған байланысты қарсылығыңыздың болмағанын қалаймын. Ақылды жаттықтыру. Өзімді сынау. Бұл өз мылжыңыңызды автоматты түрде іске қосу, немесе латынша едо. Бұл аталатын нәрсе. Сіз ойыңызды өзіңізді үнемі қорлауға және өзгерістерге қарсылық жасауға жаттықтырғаныңыз соншалық, оның сізге не айтқанына көңіл бөлмеудің өзі қиын. Бұрын суреттелген жаттығуды жасаймыз. Айнаға қараңыз да өзіңізге мен өзімді осы қалпында сүйемін және құрметтеймін деп айтыңыз. Бұны айтқанда сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Мүмкін жұрттың бәрін және өзімді кешіргенде кейін сізге әлдеқайда жақсы болған шығар. Өзімді жоққа шығарған күндері кейде өзімді шапалақтаушы да едім. Мен ол кездері өз-өзімді қабылдаудың мәнін білген жоқпын. Менің басқа бірдеңеге қарағанда өзімнің жетімсіздігіме деген сенімім күшті болатын. Егер біреу маған мені сүйем деп айтса, менің табаның асты реакциям неге, ол менен нені көрді болатын. Немесе мендегі егер шын мәнінде менің кім екенімді білсе, олар мені сүймес еді деген классикалық ой. Мен бұл кезде біздің сыртқы меннен өзгеше өміріміздегі барлық жақсылықта ішкі менді қабылдаудан басталатынына шүбәланған жоқпын. Сыртқы мен бұл біздің бұрынғы бағдарламаларымыздың нәтижесі болып табылатын біздің іс-әрекетіміз ғана. Ішкі мен бұл Құдаймен арадағы үзілмейтін байланыс, өмірдің бағасы сыйы. Бұл кітапта сөз тек қана ішкі менге деген махаббат жөнінде болады. Мен өзімнен жақсы қасиеттер іздей бастадым. Бұл менің өмірімді күрт өзгертті. Денсаулығым әлдеқайда жақсарды. Мықты денсаулық өзіне деген махаббаттан басталады. Бұл өзара қарым-қатынасқа, творчестволық бейімділіктерді дамытуға, байлыққа да қатысты. Кейінірек өзімдегі барлық тіпті оншалықты жақсы болып көрінбеген қасиеттерді сүйіп мақұлдадым. Тек сонда ғана менің өмірімде айтарлықтай прогресс басталды. Мен өзімдегінің бәрін мақұлдаймын жаттығуы. Мен бұл жаттығуды жүздеген адамға ұсынамын, ал нәтижесі адам сенбесте. Келесі ай бойына мен өзімді мақұлдаймын деп жиі айтыңыз. Бұны күніне 300-400 рет қайталаңыз. Қаншама көп айтсаңыз, соншалықты жақсы. Бұл сөз қашанда сізбен бірге жүрсін, сіздің дұғаңызда секілді болсын. Бұл сөз сіздің санаңызға қарсы тұрғандардың бәрін анықтап береді. Осыншама семіз бола тұрып, мен өзімді қалай мақұл көре аламын деген теріс пікір келгенде, немесе осы маған жәрдем береді деп ойлаудың өзі ақымақтық деп ойлағаныңызда барып, сіз үшін өз ойларыңызды бақылауға алатын уақыт келді дей беріңіз. Бұндай ойларға назар аудармаңыз, ол ойларды сол күйінде қабылдаңыз да жөніне жіберіңіз. Бұндай ойларға мен сізді
сізді бос жібердім және өзімді мақұл көрдім деңіз. Кейбіреулер бұл жаттығуды ақымақтың ісі немесе бұндай жаттығу ешқандай мағына жоқ деп ойлайды. Мейлі бұндай ойлар да сіздің санаңыздан өтіп кетсін. Егер сіз өзіңізге оларды таңдамасаңыз, олар сізге ешқашан билік ете алмайды. Бұндай ойлар сіздің уақытқа қарсылығыңыз. Ештеңеге қарамастан жалғастыру керек. Өзгелер сізге не десе де көңіл бөлмеңіз. Егер сіз біреулер өзінің мақұлдамаған нәрсені жасап жатқанда осы сөздерді қайталай алған болсаңыз, онда сіздің рухани өлу үстінде екеніңізді ішіңізбен сезесіз. Бұл өз ойларымызды өзімізге бағындырғанымызша олар бізге билік ете алмайды. Өз ойларымыз ешқандай мағынаға ие бола алмайды. Біз оларға мағына береміз. Сондықтан қандай мағына беретінімізді біз таңдауымыз керек. Өзімізді өзіміз сезінуіміздің бір бөлігі өзгелердің пікірінен арылу болып табылады. Егер мен сізге ұдайы ақшыл көк шошқа десем, сіз маған күлер едіңіз немесе мені ақымақ санар едіңіз. Сіз оған еш уақытта сенбеген болар едіңіз. Біздің өзімізге айтатындарымыздың да көбісі осы секілді, шындыққа жанасымсыз. Егер біз өзіміздің бағамыздың бойымыздың ұзындығына байланысты деген сенер болсақ, онда біз бос далбасаға сенген боламыз. Біз өз кемшілігімізді жиі ойлайтын нәрсеміз. Мүмкін біздің жеке қабілетіміздің көрінісі шығар. Біздің ерекше қасиетіміздің де өзі осы болар. Жаратылыс өзін еш уақытта қайталамайды. Табиғат жаратылғалы бері бір-бірінен ұқсаған қар ұшқыны немесе жаңбыр тамшысы болған емес. Әрбір түймедақ бір-біріне ұқсамайды. Біздің саусақтарымыздың ізі де біз секілді әртүрлі. Табиғат солай жаратқан. Егер сіз осы ойды қабылдай алсаңыз, онда сіз өзіңізді өзгелермен ұдайы салыстыра бермейтін боласыз. Біреуге ұқсас болуға тырысу сіз жаныңызды бағаламау. Бірақ бұл планетаға келгенде өзімізді көрсете білу үшін келгенбіз. Мен де өзімнің рухани ізденістерімді бастағанша өзімнің кім екенімді білмегенмін. Демек, бізді бағытсыз ететін ойларды қуып шығуымыз керек. Бізге ұнаған істермен айналысайық. Бірге жүргенде өзімізді жақсы сезінетін адамдармен бірге жүрейік. Жаңа өзгерістерге саналы түрде жасайтын жаттығу. Сіз өзіңізге жазып қойған барлық теріс деп санайтын қылықтарыңыздың бәрін тізімін алып, оны сенімге айналдыратын уақыт жетті. Мәселен, менің арықтауым керек деген теріс ойдың орнына менің мүсінім қандай әдемі деген ой келсін. Егер сіз солай ойлай беруді жалғастыра алсаңыз, онда сіздің денеңіз тік әрі әсем бола қоймаған болса да, сондай күнге жетесіз. Мұндай оң сенім сіздің ақылыңыздың жұмылуына, сөйтіп бақытты өмір сүруіңіздің үшін барлығын жасайтын болады. Мен өмірде тек жақсы нәрсеге ғана лайықпын. Сіз не қаласаңыз, соның барлығы қол жеткізе алатыныңызға сенесіз бе? Сенбесеңіз, енді сіз жоғарыдағы сұрақтың шешімін таба алмайсыз. Сенсеңіз, онда сіздің өміріңізде сізге көп қуаныш әкелетін бір нәрсе пайда болады. Менің лайықты еңбегім бар деген жаттығу. Тағы да айнаға қараңызда, менің сізге бұл нәрсені иеленуге немесе осылай болуға лайықты еңбегім бар және соны қазір қабылдаймын деңіз. Осылай деп 2 немесе 3 рет айтыңыз. Айтып тұрған кезіңізде өзіңіздің дене қимылдарыңызды бақылаңыз. Өз айтқаныңызға өзіңіз сеніп тұрсыз ба? Егер сізде бұл сөздерге қарсы қимыл байқалса, онда маған қарсылық білдіріп тұрған нәрселерден өзімді азат етемін. Менің лайықты еңбегім бар деген алдыңғы сенімге қайта оралыңыз. Осыны өзіңізге сансыз рет қайталаңыз. Керек болса бірнеше күн бойына жеңілдік сезінгенше айта беріңіз. Өмірде өзгерістер туғызу үшін біздің жұмысымызда холистикалық философияны пайдалануымыз керек. Бұндай философия дененің, сананың және рухтың бұзылмас одағын туғызады. Егер біз жоғарыда аталғандардың біреуін қоспай қойсақ, онда бүтіндік болмайды. Сіздің денеңізге дұрыс тамақтану мен дене шынықтыруды енгізуді бірдей керек. Гомеопатия ілімінде түрлі шөптермен, витаминдермен және арнаулы емдермен ішкі органдар тазару жолдары бар. Егер спорт жөнінде айтсақ, оның өз көңіліңізге жаққан түрін таңдаңыз. Мұнда йога, массаж, тері рефлексіне байланысты жаттығулар тиімді. Сананы жетілдіру ісінде гипноз, аффирмация, түс көрудің мағынасын реттеу істері жақсы. Медитация біздің дамуымызға жәрдем беретін тамаша нәрселердің бірі. Мен әдетте тыныштық орнаған бір жерге отырып маған нені білу керек деп өзімнен өзім сұраймын. Сөйтемін де тыныш күйін жауабын күтемін. Жауап келсе өте жақсы, келмесе де жақсы. Жауап қашан болсын бір келеді. Егер сізде бір рухани топқа қосылу мүмкіндігі болса, онда міндетті түрде солай жасаңыз. Жоғарыда айтылғаннан басқа әрине құлшылық ету рәсімі бар. Ол арқылы да жоғарғы бастаумен байланысқа шығуға болады. Мен үшін рухани нәрселер кешіру және сөзсіз ешқандай шартпен шектелмеген махаббат. Мен сіздің өзіңіз қол жеткізе алатын өте көп ұлы тәсілдер бар екенін білсін деп отырмын. Егер біреуі іске қосылмаса, екіншісін көріңіз. Сізге қайсысы дұрыс келетінін айта алмаймын. Сіз оған өз тәжірибеңізбен келуіңіз керек. Сіз үшін мен тек сау жүруіңіз үшін қиын жолдағы бір саты секілдімін. Жалғасы бар. Сіздермен болған Ақерке Болатбекқызы. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.